Құрметті кітапхан бағдарламасының сүйікті де сүйкімді көрермендері, бұл біздің кезекті шығарылым. Біздің баяғыдай, бұрынғыдай тұрақты. Құрақты деңіз. Құрақты? Құрақты? Тұрақты, құрақты. Не үшін құрақты? Не үшін құрақты? Құрақ көрпе деген көріп пе едің сен? Иә. Не үшін құрақ көрпе дейді? Құрғақ болғаннан кейін шығар. Сен құрғақ пен құрақ деген екі мағына ғой. Құрақ деген түрлі маталарды бірлеп тұрып, әртүрлі құрап жасайтса құрақ көрпе деп айтады. Сіз әр матадан құралған несіз? Жоқ, матадан емес. Әртүрлі әңгімелер, әртүрлі повестер, әртүрлі кітаптар айтатын маған құрақ деп айта бер деп атын да. Болды. Құрақты. Сен сияқты бір түрлі емеспін мен. Біздің әртүрлі, иә, болды. Біздің әртүрлі жүргізуші Хамит Ердехан, кітапхан Хамит Ердехан. Хамеге, әртүрлі деп адам 200-ді қылды ғой. Енді өзіңіз ғой құрақ көрпем деген. Ол сол өзінің бәндегі әңгіменің мақамымен, байламымен келіп айтсаң жарасады да, бірден әртүрлі дейсесің ол бұл жета қалады ғой. Қалай қаламыз енді? Іштеңе қылмаймыз. Сөйтіп қалдыра саламыз, ары қарай кете берейік. Болды. Хамеге, бүгін қандай әңгіме алып келдіңіз? Бүгін біздің осы қазақ әдебиетінде кәдімгі осы жазушылар жайында сөз қозғалып кетсе, шығармашылық жайында сөз қозғалып кетсе, біздің осы қазақ әдебиетінің королі деуге болады. Мұхтар Әуезов, жұрттың барлығы білетін, мысалы Мұхтар Әуезов. Танымал ғой? Сол есептеле ма нешін? Қазақ әдебиетінің королі. Өтірік айтып отырған жоқ қой мына кісі десе. Жоқ, ондай естімеппін мен. Қазақ әдебиетінің королі Мұхтар. Мен айтып жатырмын да, сәл баламасын айтып жатырмын да, қазір қазақ әдебиеті десе Мұхтар Әуезов елестейді бірінші. Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов. Бірақ сәл сөзіңізден қайттыңыз уже, корольді айтпай қойдыңыз. Сен ана картадағы корольні елестетті да? Жоқ. Мен жалпы жоқ, мысалы қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқов. Шәмші Қалдаяқов. Мен естігем, сенем оған. Сен сонда не Мұхтар Әуезов қазақ шығармашылығының королі деуге сенбей отырсың ба? Жоқ, енді корольдер көп қой бізде қазақ әдебиетінде. Дегенім ғой. Корольдерінің бірі десең. Король өзі төртеу емес пе? Өзіңіз картаға айналып кетті. Сөйтіп төрт корольге бөле сал деп атын да? Бопты, королі, иә. Бір сорлы адамсың ғой сен. Ол тоқталатын әңгіме емес қой, айт Жасқар. Өзіңмен ұршын ана. Өзіңмен. Лақтырып жіберші өзіңді. Кесекше кеп тиіші мұнаның жалпақ бетіне. Айтпашы, Хамеке, Асқардың футболкасына кішкене назар аударайық. Бүгін Асқар қатты дайындалып кетті. Крупный планмен алып отырсың ғой, Ғани. Еркебұлан күле бермеші, халық даналығы дейді. Ал керек болса, міне. Қымбатты көрермендер, үздік комментарийде өйстіп Асқар футболкаға жазып алып келіп отырады. Боғауызсыз жазыңыз да сондықтан. Халық аузына іліктің ба? Шүкір. Халық ауыз әдебиеті деп айтады ғой. Сондайға іліктің ба? Әдемі ғой? Құдайға шүкір. Иә. Ілігудің де түр бар ғой. Сен ана басқа комментарийларды жазып алмадың ба? Осы бүгін. Жарайды, соны айтуға болады ба халыққа ілікті деп. Сөйтіп, Хамеке, Мұхтар Әуезов. Енді жай айтып жатқам ғой, әркім әртүрлі қабылдайды, әркімнің өзінің шығармашылықтың өзінің қабылдаған жақсы көретін жазушылары бар деген сияқты. Оны кейін бағдарлама барысында көре береміз, кімнің қаншалық дәрежеде жазушы екенін. Мұхтар Әуезов, мен жалпы бұл кісінің өзі повестері де көп, хикаялары да көп, пьесалары да көп. Еңлік пен кебек жағы ең танымал пьесалар. Жалпы көп дей салайық та? Шығармалары көп. Айтқаны да жақсы да? Көп екенін бәрі біледі ғой. Мұхтар Әуезов десе Абай жолы дейді, болды. Сөйтіп та көп дей салады ары қарай. Сол сөйтіп мен де сол сөйте салмай-ақ қояйын деп жатырмын да. Бүгін Мұхтар Әуезовті мен әңгімелерін әкеп тұрмын. Әңгіме болғаннан кейін бізде екі әңгіме, қанша әңгіме әкеп тұрсыз? Сол ойлап тұрмын, екі әңгіме бір-біріне ұқсайды екен да мақамы. Содан кейін сол әңгіме деген повесттен қысқалау болғандықтан бағдарлама қатты қысқа болып қала ма деген менде күдік ұялады да, көкейімде. Сөйттім да екеуін қосып жібере салайық деген не келді? Күдік айтты ма? Ой келді. Ой келді. Көреміз, егер біреуі жетпей жатса, тез бітіп қалып жатса, екіншісін қоса жібереміз.
сөйтіңіз. Ол енді сіздердің сол көркем шығармашылыққа деген шабыттарыңызбен соған көсіле шапқан етене нелеріңізге, суырып салмалықтарыңызға байланысты болады ол жерде. Айтыс басталайын деп жатыр ма? Тек қана айтыс емес, суырып салмақ деп жалпы айтады ғой жаңа ғана. Тауып айтқан сөз, кез келген тауып айтылған сөздер ол суырып салмалықтың бір қыры. Ары қарай кеттік. Мұхтар Әуезовтің қай әңгімесі қазір бірінші әңгімесі үйлену деген әңгімесін алдым. Әдемі. Бұл бір қысқа екен. Бұл үйлену болғанда да тақырыбы әдемі деп отырмын. Тақырыбы да әдемі. Негізінде мен бірінші оқыған кезде түсіндім, бірақ түсінбедім де. Осы Ермахан ағаның осы айтқан жаман ұнайды, көре беремін. Негізі мен жеңілдім деп айта алмаймын, бірақ жеңдім мен де ше. Ол кісінің ойын түсіндім, жалпы не айтып тұрғанын ше. Не айтып тұр? Бірақ оны не айтып тұр? Бокста негізі сен мен түсінбедім мысалы. Мен түсіндім. Не түсіндіңіз? Сен бокс көресің бе жалпы? Енді қолғаппен екі кісі шығып енді талай жағдайлар болды ғой. Мысалы біздің боксшылар жеңіп тұрған кезде, мысалы ана Тищенконың қолын көтерген кезде, біздің Левит жеңіп тұрған кезде неде? Риода. Соны айтқысы келді. Сондай жағдайлар болды да. Негізі сөйтіп сол жағдайда ол өйстіп айтып тұр ғой. Мен жеңілдім, бірақ енді жеңдім деп ше. Әдемі. Солай беріп жатқан кезі ғой. Сіз сонда жаңа түсіндім, бірақ түсінбедім деген қалайсыз? Мен бірінші оқыған кезде мен оқыдым да, екі әңгімені қатар оқыдым. Одан кейін бірінші қалай болды дедім. Өзі 1923 жылы жазылған екен. Қалай болды? Кімнен сұрадыңыз? Обязательно ол сұрақ қою үшін бір адамның қажет емес. Мысалы, саған сұрақ қойғанша мен өзім өйткені жауабын да жақсы беремін де өзімше. Мысалы, мына сенен алған жауаптан гөрі ол кәдімгі сұрақ күйінше қалған жақсы ғой. Сұр бойдақ болып ше, өмір бақи жауабын таппай. Мен ойладым да, бұл не 23 жылдар жазылған әңгіме болса, бәлкім бір мақаланың тапсырысымен жазылды екен деп те ойладым. Бірақ кейін мен ой жүгіртіп, әрбір нелеріне әріптеріне жоқ тоқталып, кейіпкеріне емес енді жалпы ойға не үшін бұлай айтқысы келді деп кейін мен өзім бұлай ойлап қарасам, негізі Мұхтар ағаның айтпағы тереңде жатыр екен. Айтқанымда емес деген сияқты ғой. Сол ғой, айтқанымда емес, айтпағымда жатыр ғой деген сияқты. Мен бірінші айтқанын оқып шықтым да, оның ше. Өзіңізде қателесіпсіз ғой. Айтқанын оқып шықтым да, сөйттім да, бұл бет емес. Кейін барып мен айтпағын түсіндім. Айтпағы қайда? Кейін барып айтпағын түсіндім. Бұл жерде Байбосынның ауылы кәдімгі неден бастайды енді, бұл кісі ауа райынан бастайды, жаз айы, Алматы қаласы +27 деп па? Не үшін ауа райын қатты суреттейді? Өйткені сен сол жаңа айтылып жатқан әңгімеде сен де жүруің керек та, сол жердің күйімен ше. Терлеп па? Терлеп, кәдімгі үй жақта жүруің керек қой. Сол жерлерде қарап бүйтіп, сол жер оны сезіне алмасаң, кітапты оқымай-ақ қойсаң да болады да, оқығаннан кейін сезіну керек. Сезіну үшін оқу керек. Суреттелу керек. Жаздың кезі күн ысып тұр деп бастайды, үйлену. Жаздың кезі Байбосынның ауылы күндегіден бүгін көңілді деп айтады. Байбосын әкім ба сол жерде? Болыс па? Сол ауылдың бетке ұстары ғой енді. Бай ғой, былайша айтқанда кішігірім. Сол өзі атында әдемі қойып дейді, бай болсын деп ше, андай. Ақыры бай болыпты да. Бәрі бола бермеген шығар, оның арасында сөйтіп қойған атын әйтпесе байдан басталатын аттар көп еді ғой, жағдайын көре алмай жүрген. Ода тұрған ештеңе жоқ шығар. Сөйтіп көңілді болған себебі кеше бір екінтінің кезінде деп айтады, екінтінің кезінде бұл ауылға қонақтар келіп түскен еді дейді. Құдалық қызына құдалыққа сырға салуға айттырып, алдында айттырып жүрген әке шешелерінің мәмілесі жарасып, жаңағыдай бір-біріне қалың малдың несін шығарып қойып, жаңағыдай. Сол үшін ыстық болып тұр дейма ауыл? 5,5 ғой екен. Көңілдірек дейді. Көңілді, ауыл көңілді жүр. Ауыл көңілді. Құдалар келіп жатыр. Айттым ғой мен, ыстықтан кейін ауыл көңілді, оның себебі деп түсті ғой. Ыстықта қалып кеттің ғой өзің, ысып. Сөйтіп, сол жерде Қасым деген кісі 40-тар шамасында дейді. Өзі суреттеуінше денелі дейді, аңсағай бойлы,
мына жерінде кішкентай шоқша сақалы бар дейді. Аңсағай бойлы. Иә, сондай. Ұзын деген. Аңсағай денелі деп айтады сол. Денелі да енді. Сол келіп отыр екен. Қасым. Жаңағы кімнің, Байбосынның қызы Жәмиләні алып кетуге. Алып кетуге болғанда соны атастырып жаңағы қалып. Өзіне ма? Иә, өзіне. Сөйтіп дағына онымен бірге қасына Оспан деген жолдас баласын ертіпті қасына. Ол да аңсағай бойлы ма? Білмеймін оның қандай бойлы екенін. Білмеймін оның бойын айтқанша кейін өзің оқып аласың. Шынымен бойы маңызды болса саған. Бұл жерде ойы маңызды болып тұр да оның. Сол үшін қасына ертіп алған. Қасым кім қасында? Кім дедіңіз? Қасымның қасына. Қасымның қасында кім деген? Жолдас баласы да, Оспан. Оспан Қасым Байбосынға келіп отыр. Байбосынның ауылына келіп отыр да, қызды айттырып. Қыздың аты Жәмилә. Жәмилә қыздың аты. Қыздың аты Жәмилә. Сөйтіп кім біраз арлап, кешке қарай арлап жүрді дейді жаңағы Оспан өзі сол не дейді? Қасым көрші ауылда болсы екен өзі. Әкім ғой, әкім ғой, әкім көрші ауылда. Ал кім болса, Оспан болса, ол да сонда оқыған азамат. Ол кезде оқыған азамат дегендер жұлдыз. Жұлдыз болғанда қалай? Әнші Усманова десең. Оқыған азаматтар кәдімгі оқыған десе халық бүйтіп қарайтын да. Көз ашық. Жаңалық еніп атқан ғой, біздің қаншама жылдық көшпенді қазаққа жаңағыдай қыстау жазда жайлау, сол бір-біріне ұқсайтын жылдарды сүріп жүрген өмірлерде сауат ашу тек қана не болды, молдалардан жаңағыдай төте жазуды үйреніп, арабша үйреніп, Құранға түсіп жатқан, санасын ашып жатқандар болды. Ал бірақ оқып былай саналы түрде даму әлі қазақ еліне енді келіп жатқан кездер еді. Бұлар сонда шетел асып оқып келіп тұр ма ғой? Иә, сол кездер ғой. Былайша айтқанда, осы Мұхтар Әуезовтердің заманы, кешегі біздің Міржақып Дулатовтар болсын, Бөкейхановтар, Испандияр көбейіпті. Бәрін айтсам деген. Мұхамеджан Тошыбаев, Тұрар Рысқұлбек деп. Айтып отырсыз ғой. Кімдер жаңағы? Болып тоқтай салыңыз, Қамеке. Тағы басқалары. Торай қып тоқтаса айтайын бәрін десе. Сол бәрі сол оқыған замандар ғой, сол оқығанның солар жемістері ғой негізі, кәдімгі қаймақтары. Бұлар көп болды, қазақ жерінде оқыған азаматтар өте көп болды. Бір өкініштісі бұл Мұхтар Әуезовтің айтпағы, жаңағы мен түсінгенім айтпағы. Бұны соңына қалдыра салайын ба? Айтпағын соңына қалдырсақ. Оқиғамен кете берейік. Сөйтіп жаңағы Оспан сол жерлерді арлап. Қай жерлерді? Ауылды кешке қарай, кешкі сағымен арлап. Аралайтындай ауыл ма? Көріп, құрт пісіріп атқан апалардың қасына келіп, өмірінде бірінші рет көрген сияқты сұрақтар қойып дейді. Әйтпесе талай апасынан таяқ жеді ғой, құрт пісіріп атқан кезде кішкентай кезінде дейді. Өз қалаға бір барып өзгеріп қалатындар әлі көп еді ғой біздің ауылда. Андай бұны қазір жасайтындар өтірік. Қаланың адамы болып қалған ше. Қанша осы 2008-2005-те оқу бітіріп кеттім. Сөйтіп Астанада оқыдым, 2008-де Алматыға келдім. Содан бері осы қалада жүрміз ғой негізі. Өзіңіз туралы айтып кеттіңіз бе? Мен ана жақта қалып қойдым ғой. Астана енді ол 2005 дегенге келмейді ғой. Бірден түсіне берсең болады ғой. Енді Оспан бүйтіп құрт сұрап атты, сөйтіп 2005-2008-де деген енді. Анау шайнап берген жұтамайсың ба деді қазақтар. Бұған шайнап жұтып беру керек қой бұған ше. Өзіңіз ба? Скорее всего, одан кейінгі процессті де жасап беру керек. Шайнап жұтқаннан кейінгі процесстерді ше. Сол кездер мысалы мен қанша жыл қалада жүрмін. Бірақ қаланың адамы болып кете алмадық қой. Көрдім қаншасын ше, қасымда қаланың адамы болып кетіп жатқандарды ше. Қаланың адамы болып кете алмадым. Сол ауылдың азаматы болып қалдық қой. Деп осы жерде біледі. Сөйтіп Оспан сөйтіп жүрді дейді, сол күні ол күні өтті дейді. Сөйтіп ертесіне. Сонда Оспан андай ғой, өзінің қаладан оқып келгенін көрсетіп жүр ғой, былайша айтқанда. Иә, қарап, орысша киініп алған дейді екеуі. Оғылай? Сөйтіп айтады, орысша киініп алған деп айтады. Орысша киініп алған. Брюки ма? Шалбар емес, брюки киіп алған деген сияқты ма? Рубашка. Жоқ, не да андай. Орысша киініп алған да. Ана киіміне қарасаң, оюы жоқ па? Ойуы жоқ па? Кәдімгі осындай киімдер ғой, шалбар. Күшті болып киініп алған, күшті. Ол кезде біздің қазақтың киімдері қандай болды мысалы үшін? Шапан. Шапан енді бізге енді
қазіргі шапандар елестейді. Ол кезде басқа болды ғой шапандары. Кәдімгі анандай былайша айтқанда бір түсті ғой однотонный, қоңыр. Жағдайлар жақсылар ғана оюлы бірдеңелер киген шығар. Былайша айтқанда киімнің не жоқ қой, вибр жоқ қой ол кезде. Ал ана орысша киім костюм деген сияқты, рубашка, нелері бар. Орысша киініп алған әдемі суреттеу екен негізі. Сөйтіп айтады, орысша киініп. Мысалы, кімдерді сөйтіп айтады ғой, мына кімден Мұржа Абдуллаевтардың суретін көрсең, орысша киініп алған. Еуропалық мәдениетпен киінген. Европалық деген әдемірек естеді. Енді оларға орысша деп айта салады да қасындағы. Бопты. Орысша дей салады. Сіз қалай киінгенсіз мысалы? Өйткені сол Қазір ма? Иә. Қазір мынау үстім қытайша, астым түрікше. Иә. Мынау енді New Balance. Ана кроссовка. Өзім Тітіркен кетті. орысша киініп алғанды байқадым өзім соңында. Тегін берсең дамаса мен. Сен орысша емес. Ештеңе айтпай қойсылайық. Сөйтіп ерте сол күні кешке жаңағы ол кезде мынандай екен. Қараңызшы, той ғой, тойша. Қыз келіншектер. Қызықтың бәрі той ғана ғой енді, басқа қызық жоқ. Қарап, сол ана күйеу балдар келіпті деп кәдімгі бір үйдің ішінде осындай мына бозбалалар, бойжеткендер күніге отырып өлең айту, қыз қырқын кете береді. Жоқ, күнде ма? Күнде той ма сонда? Күнде болғанда сол бір аптаның төңірегінде. Бір аптаның төңірегінде бұл әшейін құдалығы ма? Қызға келеді ғой жаңағы. Бірінші кеп қызға мен дәстүрін қатты неғыла бермедім ше, кітаптан нақты түсінбедім. Әйтпесе қазақ. Бірақ жобаладым осындай екен ғой деп. Қазір өздеріңіз де түсінесіздер. Аптал. Қош деп. Сөйтіп қыз қырқын сондай той болды дейді в общем. Жоқ, сіз түсіне алмадым дейсіз ғой, несін, салт дәстүрді. Келесін, мысалы, қыз көруге келесін, айттырған қызыңа, әлі қайын жұртында, ол бір жылдан кейін ақ кетеді екен да қызды. Оған дейін арасында бір екі рет барады екен күйеу бала. Сол бір барғанда жаңағы жеңгесінің сөйтіп жаңағы келеді екен да, кейін сол екінші келгенде, бірінші келгенде, үшінші келгендерінде жеңгесі атастырған қызымен ауылға келеді, күйеу жігіт барады, өзі барады, әке-шешесі емес, өзі. Әке-шешесі де келеді, сол нақты құда түсіп қызды алып кетуге келген кезде ше. Иә, сол барады ғой. Сол алып кетуге келгеннің өзі жаңа бір аптаға созылады кейде. Жоқ, сіз айттыңыз ғой, келеді, атастырып кетеді, бір жылға кетіп қалады, арасында 3-4 рет келіп тұрады дедіңіз ғой. Ол жаңағы алып кетуге дейінгі. Мен қазір мына айтып жатқан процесс бар ғой, оған дейін де кетіп кетеді екен да, қызбен танысып, көрісіп, білісіп. Не деген танысу ол? Соны айтсай. Бір келіскені болды Хамекең. Шлей созып алған жоқ па? Сол. Ысырап. Мына Мұхтар Әуез. Мына да бәлем не жерде кітап тұрған. Мына да жоқ та. Мұхтар Әуез отырған адам ұқсап айтты ғой, мына Мұхтар Әуез қолмен салса суретін. Мұхтар Әуезовтің жазғанына қарасам, ол кісі де қаламаған сияқты да сол нәрселерді. Сол үшін де көрсеткен шығар. Иә, сол үшін де әртүрлі немен жазғанда, осы үйлену деген бар, сосын тағы бұдан кейін айтатын тағы да бір әңгіме бар, егер үлгерсек. Ол қанша рет келіп жатыр, орыс киімдер керек қаншама. Сен келген былай ғой, ана екінші, үшінші келгенде анау жеңгесінің үйіне қондырып, жаңағы киіз үйлер ғой енді, қарай. Жеңгесі арнайы шымылдық жасап, сол жерде кездестіреді екен. Жаңағы қыз бен жігітті. Тойға дейін бұл. Екеуі сол жерде түнеп шығады екен. Мен оқыдым сол кітапта бар сол нәрсе. Әуезовтің жазған кітаптарында. Қазақтар ма анау? Қазақтар ма? Иә, қазақтарда. Осындай нәрселер көп екен. Дала дәстүрінде, не дәстүрінде сондай көп екен. Мен тек қана Әуезовті емес, көп шығармаларда оқыған кезде осы нәрселер бар. Осындай кәдімгі. Білмеймін енді оның алдына некесін қиып қойды ма, ол туралы айтпадым екен. Или ол некені нақып келгеннен кейін қияды скорее. Оған дейін бірақ кездеседі. Тым кеш ау? Тым кеш екен деймін да. Білмеймін, мен де сол үлгермей қалды да қоямын ол да. Білмеймін. Ол тарих қойнауында. Ал Алла біледі анығын, бірақ мен оқыған әдебиеттеріме сүйеніп қана сөйлеп жатырмын. Жақсы танысы болады, ол зат ажырасу жоқ. Өткенге топырақ. Шынымен ба? Сөйтіп ойлайсың ба? Иә. Енді бір түнеп, біраз нәрсе болып кеткеннен кейін. Иә, сондай бар, иә? Ажыраспайды деп түсін бар. Ажырасу аз болған ғой. Көрейік, әңгіме қақа баратын кез. Білмеймін сен, сондай енді. Оған кейін нақтылап тарихты қазбалай келе өзіңізде бір Құдай қаласа тарих ғылымдарының докторы болып жатқан кезде бәрін тастап па? Анық қандығына баратын шығарсыз деп жатырмын да жаңағының дәстүрдің.
қызық емес маған. Барғым келмейді. Иә. Мейлі жабық күйінше қасынан. Өткенге топырақ жазсаң, келешек саған. Өткенге топырақ жазсаң, келешек саған тас атады. Сол сияқты қалсын. Біз өзіміздің оқығанымызбен жүре берейік ары қарай, оқыған әдеби шығармамызбен. Сонымен жаңа ертесіне Қасым кімді Оспанды бері шақырып алды дейді. Бері ауылдың шетіне шақырып алды дағы айтты дейді. Қатты алысқа кеткен жоқ қой. Үйдің сыртында да сөйлесе берсе болады ғой. Сол үйдің сәл сырты, ауылдың сырты ғой сол. Шеттегі үйде ма? Сәл бір қырға шығып, айқай-шу, иттердің несі бар, басқа бар деген сияқты сәл бері шығып сөйлескен шығар енді. Ана жерде айқайлап абыр-забырдың арасында сөйлеспейтін шығар, Оспан осындай болады деп бәрібір айтатын сияқты, шықшы мына жаққа ортасында. Соны бірден шығып кеткенде енді сөйтіп айтпасын деп. Колонканың қасында тұрып сұрақ қоятындар бар ғой той жерде. Адам жынын келтіріп ше. Талайын жібердім ишарамен ше. Я. Түрім де таусылады ше сондайлар бар. Анау түріміз қалай таусылады деген сайын ба? Кейде кейін қасымда жүрген балдар кейде айтып қалады да, ана я деген жауап бермейтінде сұрақтар болды ғой арасында дейді. Я деп жібере салам да көбісін. Күн суық. Өздерінен көрсін. Сөйтіп Қамеке. Сөйтіп Оспан шығарып алып айтты де, Оспан былай болып жатыр жағдай. Қасым Оспан шығарып алды ауылдың сыртына. Қасымда енді Қасымда оқыған азамат қой. Бірақ қараңыз енді, Қасымда оқыған азаматта оқығандығын сәл де болсын осы жерде көрсетіп тұр. Ал мен көп кітаптар оқыдым, оқымағандары, әсіресе осы қазақ даласында жүргендер осындай жағдайда кәдімгідей ұрыс шығарып, қырылып, жаңа қозы көрпеш, жаңағы нелер, қыз бәтіш дегендердің бәрі сол тарихта қабатқан сондайлардың фитнасынан ғой, былайша айтқанда, бүлігінен. Бүлігінен да, бүлік қой ол енді, бүлігі мені енді. Сөйтіп шығарып алып айтады, былай жатыр осы, мынау кім? Жәмила ғой, қызына, Жәмила. Мен қатын үстіне шықпаймын тұрмысқа. Тоқалдық қалайын деп жатыр екен сөйтсе. Жәмиланы Қасым тоқалдық қалайын деп жатыр. Қараңыз, сол кездегі ненің ауыр ғой негізі. Қыз жап-жас қыз, мысалы. Мен неге тоқалдыққа тимеймін оған деп жатыр екен. Сол қалай болады екен? Қасым ба? Иә, Қасым сөйтіп айтып жатыр екен қыз. Жәмила қарсы болып жатыр ғой. Иә, Жәмила қарсы болып жатыр екен. Ана Қасым Оспан жаңа сәл несі бар, сол болыста сайлаушы жұмыс жасайды екен, орыс киімі бар. Сайлаушы деген қазіргі не шығар жаңағы қазіргі сайлаушы жөн жорғаны айтатын жаңағы оқыған азамат қой, білмеймін соны. Би ма? Қазіргі би ма? Оспан кім сонда? Специалист. Оспан оқыған жігіт қой. Сайлаушы деп айтады кітапта. Сайлаушы болғанда не ғой? Методист. Түсінбей қама. Не сайлайды? Сен түсінбеген сайын мен түсіндірем деп қиналып жатырсың. Таусылыватсыз ба түріңіз? Оспан қызмет ма? Жоқ, сайлаушы деген қызмет па? Не ол просто? Сайлаушы. Не сайлайды? Жаңа айтады ғой, түсінбестік күнә емес десек те, қылмыспен тең түсінуге тырыспау дейді. Тырысып жатырмын ғой. Сен тырысып жатқан жоқсың сен. Методист, специалист. Методист, специалист. Мен ең түсіндім. Сондай болсын. Специалист. Сайлаушы. Специалист. Ол не специалист? Сайлаушы деп жазған. Сен Мұхтар Әуезовпен дауласасың кейін өзің. Маған не айтып Мұхтар Әуезов екеуіңіз келетін сияқтысыздар. Сіз жетектеп кетесіз. Сайлаушыны. Не дейді? Ол да түсінбейді. Методист қой десе. Қамеке жеңіл қоса. Асқар методист деп айтты. Сайлаушы. Мақұл, Оспан сайлаушы. Сөйтіп? Сайлаушы деп айтады. Енді оқыған жігіт қой. Енді Қасым былайша айтқанда жаңа проблемасын Оспанға айтып жеткіз деп тұрма сонда? Шешіспе деп тұрма? Тоқтаса мен айтып жатырмын ғой. Келе алмай жатырмын ғой сөйтіп. Оспанға айтады ғой. Сен соны сөйлесейші барып дейді. Сен тілің бар, нең бар, ел арасында жүрген азаматсың, оқығаның бар. Жәмилаға айтсайшы. Не деп? Не деп бұған енді несін ана құдалар келісіп қойған, қалың малын беріп қойған. Енді әкету керек. Өзі болыс, аттан түссе де егардан түспейтін кісілер ғой, былайша айтқанда. Аттан түссе де неден?
ер тұрман егар дейді біз жақтарда. Бәсе сол ер тұрман. Сендер жақта не дейді? Егар дейді ме? Якір дейді бізде. Аралдан ба? Біз теңіз жақта тұрамыз. Жоқ, аттан түспесе де ер тоқыммен атты істеп қой. Үштік жағын қой. Құлап кетпей үшін қатал отырса. Әй, сенде. Білдіздермен сырт тастай салатын адамдар. Тоқташ деп уже жардан құлап атқан кезде Асқардың аяғынан ұстап қалды. Мына дұрыс етті. Мақұл. Оспанға айтты. Оспанға барып соны не қыл деді. Көндірсейші дейді бар. Ет болатын болды ғой ертең ел жұрт. Неге өзі бармай тұр? Өзі неге бармай тұр? Өзі алып жатыр ғой деген. Өзі скорее всего сол өзі сөйлескен болып тұр ғой. Өзі сөйлесе алмай тұр ғой өзі. Отказ алып тұр ғой уже. Ол негізі Гордый шығар. Қиын жағдай. Ана кімнің? Мысалы Мұхтар Әуезовтің енді оны айтпай қоя салайын, оны ол әңгімені қозғамай қоя салайын. Бірақ осы кітаптың ішінде. Бірақ қозғайды. Бір несінде кім кінәлі деген әңгімесінде Бақай. Дәл осындай жағдайда. Аққайының қасында десе. Қасыммен Оспан кездесті. Мен 1923 жылға әңгімені айтып жатырмын. Сен болсаң одан ара жүткін айтып жатсың ғой. Бақайды 1900-ден әрі жетіңіз ба? Рэп қып айтып берді. Бопты, кім кінәлі әңгімесінде? Жетелеп барып ана ақырынан пустой ауа шығаратын шалдар бар ғой бір. Көк ауа шығаратын ше. Соңына қарай. Сөйтіп сол анау кім кінәлі деген әңгімесінде дәл осындай жағдайда қызды ұрып тепкілеп тастайды, сен оқыған адам сияқты іздендің ғой. Бірден айтасы оқымаппын. Сондай ма? Солай болу керек. Ондай жағдайлар өте көп болған. Мысалы ана өзі болыс өзінің билігі бар, оның қызы түгіл әкесінің өзі ананың алдында бүйтіп қалған. Жағдайы нашар отбасылардың қызын әкетіп келген жаңағыдай жуан білектілер, мысалы сөз ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген мақалдар сол кездерде шыққан мақалдар ғой. Негізі оны кейін шығармаған шығар. Бері ма? Бақайлардың кезінде. Оны біздер ғой қазір оны андай не қылып айтатын. Басқа жерлерде қолданатын. Күйіп кеткеннен жазған ғой біреу. Сондай дәуірлер көп болған, ондай кәдімгі зардап шеккен, таяқ жеп ұрып алып кеткен қыздар қаншама болған ондай жағдайларда. Жоқ, мына жерде сонда Қасым керісінше жақсы адам болып тұр ғой. Өйтіп олай айтып кеткен. Мен соны айтып тұрмын, Қасымда оқығандығын көрсетіп тұр осы жерде. Кішігірім болса да. Тағы бір сөйлесіп көр деп тұр. Бір сөйлесіп көрші деп тұр да Оспанға. Өзі үлкен жігіт екен, бірақ жақсы жігіт па деп қалдым. Бойы қандай деп едіңіз жаңа? Аңсағай денелі. Аңсағай денелі ғой, иә. Оны кейін өзің сұрайсың жаңағы, нені сұрауға барған. Сайлау үшін сұрауға барғанда Мұхтар ағадан сұрайсың, Аңсағай деген не деп. Кет бартқа. Болмаса ертең комментарийді жазады, оның бәрін Аңсағай дегенді талдап тұрып философтар. Мынадан екен ғой. Мен де жаза аламын, Википедиядан көріп бейді. Иә. Мен бірінші жазам. Не деп жазасың? Иә. Аңсағай деген не екен өзім жаза саламын. Сен үйтіп жазбасаң, сен не мына бағдарлама деп жазасың. Соған бола ше. Сөйтіп Оспанға барып сөйлесіп қайт дейді. Оспан дос болып келген жігіт, жолдас болып. Дружка ғой, дружок. Қасымның сөзін сөйлеп келген жігіт, сонымен Оспан сөйтіп жаңағы қыздың қай үйде отырғанын сұрастырып білісіп тағын, сосын жеңгелер арқылы көріп. Әлі үйін білмей ме сонда, қанша рет келді? Енді қыздың ол кезде барынша жұмбақ қылады, жаңағы қыздың қай үйде отырғанын. Әр күн әр үйге тығып отырады ғой. Құдалар мына үйде отырады. Қызға 40 үйден тыйым деген содан шыққан шығар. Білмеймін оның қай екенін ше. Ол мен ойлаймын физикалық үйді айтпады деп ше, көзге көрінетін дейді. Ол бір басқа адамнан әдеп, көзге көрінбейтін сондай бір мәдениет жағынан тәрбиелік мағынада айтқан шығар деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың, Бақы? Иә, солай ойлаймын мен. Солай ойлайсың. Бұл да түрін жинап аламын өмірде. Сен ше Асеке? Мен де қосыламын сіздерге. Маған ма, Ерекеге ма? Маған қосыла беріңдер, сөйлеп. Ешқандай даусыз ше. Не жатыр деген сұрақ та қоймай қойсаң. Сол тыныш қой. Сұрайтын ештеңесі жоқ.
сөйтіп Оспан Жамиляға кетті. сол Жамиляға келді дейді. Сонымен бір алып үйге кірген кезде төр жақта жиюлы көрпелердің Жиюлы Жамиля. Көп Жамиля жиюлы тұр. Біреуін алып сөйлесті. Иә. Өзіңе қызық болса не алмайын деп жатырмын. Осындай бірдеңе күтіп тұрдым да болса. Иә деп тастай салғаныңызды. Жаңа айтады ғой анау сүймесең сүйме, көкірегінен итерме деген сияқты. Жаңа күлмесең күлме, көкірегінен итермей ақ қойын деп жатырмын да, өзі күліп басында. Рахмет, Қамеке, рахмет. Қасында арзымайды де. Тігіс тігіп отыр екен дейді. Кім? Жамиля. Үйінде ма? Үйінде жаңа төр жағында тігіс тігіп отыр екен. Бизнесі бар ма? Иә. Кішігірім ипасы бар. Бардым, кірсем, ана Жамиляның сұлулығын суреттейді ғой. Аққұба, бетінің ұштары сәл-сәл қызарыңқы дейді. Ұштары ше бетінің. Беттің ұшы бола ма Қамеке? Ха? Ұшы емес енді. Не жерлер ғой енді? Ұш дегенге саған ұштың бәрі үшкөр болу керек па? Беттің ұшы деген бір түрлі таппайсың. Не бір жерлер ғой беттің ұшы? Адамға бірінші көрінетін жағы да. Көздің асты десеңші. Ешақ, міне жерде бет қой негізі. Ешақ жоқ беттің ұшы деген бір түрлі ғой. Беттің ұшы деген бір түрлі ғой. Білмеймін, оны да кәдімгі жазбасаң сен ертең айтады. Мен кітаппен барайын да бірде. Так былай болып тұр ата деп ше. Беттің ұшы деп. Қызарыңқырап тұр. Кішігірім қызарған дейді. Сон қыздар қазір істеп жүр ғой пудрамен бүйтіп. Ол да боянған ба? Салқында квартира жүр. Не істейсіңдер, екеуің бір шешім шығарыңдар. Мен соған құптай салайын. Сөйтіп қызды сипаттайды, әдемі енді қыз. Әдемі дей салайын. Аққұба деген ақ қояды денесі. Томпақ келген, онда емес, талдырмаш келген әдемі дейді. Талдырмаш? Арық. Құша бел. Әдемі енді. Не тігіп отыр екен? Не тігіп отыр екен? Құрақ көрпе дей салайық та. Джинси шалбар. Балағын манжет қып қысқартып отыр. Орыс киім тігіп отыр. Манжет қып қысқартып отыр екен. Сөйтіп иголочка деген сөйтіп қасына келіп Оспан отырады дағыны. Жамиляның қасына отырады. Жамиляның қасына отырады. Кім қасына отырады? Екеуі ғана ма сонда? Екеуі ғана, иә. Екеуі ғана. Ол кезде әдеп сондай ма? Жоқ, қалай Қасым өйтіп жалғыз қызға досын жібере салды дегенім ғой, жалғыз өзі отырған. Жаңағы әңгімемен жіберіп отыр ғой енді. Қызғанбай ма? Өзі де бармайтын шығар. Өзі барып қарап тұрса да. Қасында тұрса анау тұрған. Одан да анау барып кәдімгі Қасым білмеген сияқты кіріп осындай болып жатыр екен ғой деп кіріп шығып. Бұл Қасым білмеген сып барып тұр ғой. Сондай болып тұр ғой енді жерде. Қасым жіберді деп барып тұрған жоқ қой. Мен сол жерде байқағаным, сол қыздың отырған шаңырағына ешкім кірмей ма? Ары бері ойнап жүрген бала бір ешкім жоқ па білмеймін, енді екеуі қатты оңаша енді. Ана жерде бөлек оңаша енді ана үй айдалаға тігіле ма білмеймін, оңаша. Олардың әңгімелеріне, әрекеттеріне қарасаң қатты оңаша. Сондай. Сөйтіп сен қатты бүйтіп күдіктенбе да енді. Күдіктенбесін сен әңгімелерді жайлап кеңдікпен қабылдап миығыңмен күліп. Миығыңмен? Иә. Сөйтіп та кеп айтады Оспан. Жамиля, осында ата-аналарың жаңағыдай сөзге келісіп, байламын жасап, мәмілесін тауып, біраз күннен бері той жасалып отыр. Білет шығарсың. Қасымды танисың. Бұл онша-мұнша адамдардың бірі емес, өзі оқыған болыс деген аты бар. Сенің енді мынау Жамиля тігіп отыр. Мен айта салайын да. Оспан сөзін аяқтай салайыншы қатия. Ертең комментарийден тая жейсің. Мысалы да, менің бағдарламада айта алмай жатқандарын айтып жатқандар қаншама екен. Қуанып отырып оқисыз ба? Иә. Оқисың ғой бүйтіп. Өзіне де жазам. Ақпай ма? Қалай деп. Қалай? Анандай бір құрбақалар бар ғой, білесің ба? Тискен сайын ісінетін ше.
бұл ондай комментарийға көбейген сайын ісіне береді екен. Ұялу жоқ та. Жұрттар сәл ұялып, жаңағыдай не қылып сөйлейді ғой, жаңағы аңдап сөйлеп. Қызық емес қонда. Үндемей тыңдап отырақ бүйтіп. Асқар отыр ғой, қандай қызық. Сел отыр ғой. Асқардың осы үндемей отырған табиғаты қандай қызық. Сол үнсіздігінің артында не жатыр бұның? Сөйтіп Оспан келді. Оспан жаңа әңгімелерді айтты. Қара, байлам жасап қойды. Өзі анау мынау емес, Қасым білдей бір ауылдың болысы, аймақтың. Сенің енді мынау жеме-жемге келген кезде жоқ дегенің болмады. Жоқ дегенің ол ыңғайсыз деп айтады да, ана қыздың бетіне қарап қойған кезде қыз да оған тіке қарайды ше. Анау қыздың бір сондай жай қыздардан бөлекше да, жай қыздардан ерекше тіке қараған кезде андай қабілеті бар ма? Өткірлігі, батылдығы ше. Қарайды да, қараған кезде сәл жымиып бар, күліп жібереді ше, байқамай ше. Оспан ше. Өз әңгімесіне ма? Оспан емес, Оспан. Әзіл Оспан. Ананың түріне қарашы сөйтіп. Сонда Қасым болыс дей ма? Қалай? Ана қыздың түріне қарап та. Жоқ енді Қасым болыс өйтіп сенің жоқ дегенің ыңғайсыз дей ма? Қалай енді? Тілін шығарып тұрса қыз. Жоқ. Сен деген сөйтіп қыз айтады, тоқташы, қыз айтсыншы. Жамиля не деді? Бұл сенің өзіңнің жан дүниеңнен шығып жатқан сөздер ма, жоқ әлде жаңа жолдасының шашбауын көтерем деген әшейін қысыр әңгімелері ма дейді. Айбай, біліп отыр ғой. Вот осы кезде анау деп қалады ғой, үндемей. Әйтеуір айттым ғой енді дейді сосын. Әшейін айта сала ма? Әйтеуір айттым ғой деймін. Не болса да айт. Қарашы. Сен қалай айтып тұрсың маған дейді. Сен өзіңнің жан дүниеңнен айтып тұрсың ба, жоқ әлде анау Қасымның шашбауын көтеріп, сол жолдастық неңмен айтып тұрсың ба дейді. Сосын анау әйтеуір айттым. Қарап сұрайды еще, қарап. Анау әйтеуір айттым ғой дейді. Сөйтіп ана түріне қарап батылдықпен айтады да. Жамиля ма? Қарап тұрып айтады осыны. Сен жан дүниеңнен шыққан сөз бе, жоқ әлде ол жаңағы досыңның шашбауын көтеріп тұрған жолдастық әңгіме ма дейді. Оспан тұрады, енді айттым ғой енді қандай болса да дейді. Сол кезде тұрады да қыз айтады ана қарап отырып, сен біздерге осы адамдардың теңдігіне, осы біздердің осындай әділетсіздік жасалып жатқан осындай әйелдердің сөзін сөйлеудің орнына не айтып тұрсың сен маған дейді да, сенің де оқыған азамат дейді ау дейді. Ойба, Жамиля сөйтіп айтады. Жамиля сөйтіп айтады. Феминистка ма Жамиля? Феминистка ма Жамиля соң? Ұрып өлтірем қазір. Қандай феминист? Жоқ, дұрыс айтып тұр ғой. Ол дұрыс айтып тұр ғой. Өте дұрыс айтып тұр ғой. Ол оқыған, ол кәдімгі несін айтып тұрады? Шешендігімен, тапқырлығымен. Йо, боқтап жерді ма? Шешендік екен, бұл. Әдем айтты. Астарында барау бәрі. Ол да бар. Қамбекен өзінің ана шешеден шығып кетті өзі бүйтіп. Оспан сөз таппай қалады ған жерде ше айтады. Сені де оқыған азамат. Оспан емес, сендер де сөз таппай қалдыңдар ғой, шыны керек. Иә да? Сөз бүйтіп қалады. Сосын барып Жамиля тағы айтады ғой, басқа сенің жеңгетай болып келгенің вообще жарасып тұрған жоқ өзіңе. Ай, вообще демеген шығар. Еркексің тем более дейді. Вообще Оспан жер болады ған жерде. Ыңғайсызданып қалады да, бірақ Оспан андай қызды жек көріп қалмады дейді да. Онысыныш ұнады дейді, қатты ұнады дейді қыздың бұл мінезі ше. Әңгімесі бұл мінезі. Сөйтті да, сен өйтіп нағыла бермеді. Сен өйтіп жеңгетай болып біреулердің арасында түскенше одан қайда сен өз жөніңді білмейсің ба дейді. Өз жөніңді. Бұл не мағынасы? Жалпы сен кімсің деп тұр ғой. Кімсің сен? О чем ты деп тұр ғой. Пашистий кімсің деп тұр ғой. Не дейсің сөйтіп? Қасым болса Қасым өзгесінде проблемасымен, сен не дейсің, сенің проблемаң не дейді ғой менмен? Не үшін кеп тұрсың? Не үшін кеп тұрсың сен маған? Қыз жаман айтады ол. Айтарыңды осы ма? Осы сол жеңгетай болып кеп тұрсың ба маған? Айтпағымды ойласа десе ол. Сөйтіп та қыздың анау одан қайта өзіңнің неңді жөніңді айтпайсың ба деген сөзі ұнап кетеді ғой Оспанға.
Аттан ана бір Жетілидің киноларында бір құлап бара жатып соңғы мүмкіндікте бір иегінен теуіп кететіндер сол сияқты ұрып ақырында сәл бір не тастап кетті да, намек тастап кетті да. Сөйтіп Оспан сәл деп қалып, енді ол бірден басып көрпе тұрған жерде кресло болмады ол кезде. Өзіме айтқанда деп кресло болмаған шығар ол кезде деймін да. Кресло болмаса да енді икемін жасады ғой. Икем жасау үшін обязательно кресло керек. Сіз көрсетіп отырған қыз айтып. Енді мен жерде отырып көрсетпейтін шығып жерге шығып оны көрсетіп еще ол өтпей қалса уақыт алып мен мына жерден микрофоннан өтуімнің өзі ыңғайсызданып қалды. сөйтті да Оспан тұрды дағы ананың сөзіне, шешендігіне ол тәнті болды ғой. Бір сөзбен айтқанда қызға құлады ғой сол жерде екеуі бір кез көбісін жазбаған, екеуі жазған ау қатын болатын қыз екен деді ғой. Жоқ, екеуі біраз әңгімелесті дейді. Екеуі біраз әңгімелесті. Жоқ, құлағанды тоқтай тұрыңыз, құлады ғой. Жәмила да құлады ма? Енді сол Жәмила кімді? Оспанда негізі реңді жігіт деп жазады. Бәсе. Осы бір жерде жазады ғой Оспан. Реңді екенінше. Құлағаннан кейін ба? Жәмиланың да ой кетер емес те, ана келбетті, келісті, киімі де тап-таза. Орыс киім. Ауылдағы киімдерге қарағанда өзгеше орыс киім. Орыс киім деп айтады. Біз ана орақ болатын еді, орыс орақ, қазақ орақ деген. Сендерде болды ма? Кімдерде болды? Орыс орақ, қазақ орақ. Орақты ұлтқа бөлген бір түрлі емес па? Қазақ орақ деген андай үлкен орақтың кішкентайы да, орыс орақ деген ана недегі тісі бар ара. Тісі бар ара. Ара сияқты дедім. Болды. Сол сияқты орыс киім. Сөйтті да сол жерден екеуінің әңгімесі жараса кетті дейді кәдімгідей. Бірден. Анау өзі сезім оянам десе бір пәсте ғой. Қасым сыртта, байқұс күтіп тұр ауылдың сыртында. Оны да айтады ғой. Үміт пен күдіктің арасында сабырсыздана күтіп жүрген Қасым өз алдына қалды дейді. Төбеде тұрма ауылдың шетінде. Өз алдына ше. Бай болсын деген ауыл тұр осы, рамкінде. Аркаң жатты. Айлап бай болсын. Үміт бай болсын. 87. Сөзге қарасайшы, сөз қадірін түсінбес. Қарамай қойсын. Айтыңыз. Сөзге қарасайшы. Сөздің қадірін түсінбесең де түсінетіндер оқиды ғой ертең. Болды. Қарасайшы. Жаңа үміт пен күдіктің арасында сабырсыздықпен күтіп отырған деген. Үміт пен сабырсыздығы бар. Қасым өз алдына қалды дейді. Ана екеуінің өздерінің романтикасы басталды дейді ана жерде ше. Екеуі әңгімелесіп сонымен. Оспан өте нашар дос екен. Өте нашар дос екен деймін де Оспанды айтамын. Сол жерде бір-бірінің қолын ұстасып қалды дейді. Жайлап жаңағыдай бір кез кім енді әңгімелесе келе кім Жәмил айтады ғой. Байламыңды айтсашы дейді ғана қанша жігітке. Жаңағылардан кейін ба? Әңгімені шашыратпай, нақты еркекше байламыңды айт деген кезде ана жері жыртып жіберді меніңше. Сәл жақындай түсіп, Жәміш деген. Мұхтар Әуезовтің олардың әзілдері ма үшін негізі? Көп кітаптарында күліп жіберген мен. Анау айтады ғой неде Абай жолында Құнанбай мешіт салдырып Қарқаралыға мешіт салдыра бастаған күннен бастап қазір иншалла деп сөйлейтін болған деп ше. Әдемі. Ол сол сияқты Мұхтар Әуезовтер айтады. Айтады. Жәміш деп бірден олардың сөйлеу дәрежесі, олардың жазу дәрежесі осыншалықты биік болса, демек олардың әзілдесу дәрежесі сол биіктіктің ар жақ бер жағындағы ар болмаса яғни төмен емес. Жәміш де жаңа бірден ше бұрыннан арлық жүрген адам болса. Класстасы сол. Оспик десе. Ол түсінді ғой уже қыздың сынғанын түсінді. Сөйтіп екеуі сол жерде құшақтасып, бір-екі рет өбісіп алғаннан кейін. Мен енді өбісіп деп айтамын жерде. Әдеби. Ісібі ғана бар ма ар жағында негізі?
сүйісіп деп айтсам қазір тағы да ар жағын сұрайын деп тұр ғой қазір. Өбісу деген не сол сен білесің ба мысалы филологсың ғой көрсетейін ба? өпші бір-біріңді өбіңдерші. сен өп білесің ба өп деп сиырларға айтатын Өкім ба? шақыру Енді өк деген не? өк деген өк деп қуу ғой сиыр Чө десең де болады ғой, өк деген. чө деп біз шығарып алғанбыз ғой чө деп жазып алған ғой өк деп жазылады да неде Бопты. апалар айтатын өгей қарасаң деп Өгей қарасаң? Өгей баласын айтса. Өгей жылауына. ай сендер бір нәрсе айтсаңдар іліп кетеді екенсіңдер. Жоқ, Хамеке өзіңіз ғой өбісіп алды деген не әңгімесіңдер. Өбісіп алды деген қалай түсінуге болады? Өбісіп. Көрсетші. Жоқ, Хамеке мен бір нәрсе қызық болып тұр да, Қасым жүрді ауылдың сыртында бүйтіп ше. Уже кеш батты. Өбісіп жатыр. Енді Қасымда сондай ойланбай болатыр ғой енді қарасайшы сондай. 4 сағат бағана мен бір абзац әңгіме айттым анаған 4 сағат айтатындай емес қой енді. Иә, жоқ шығу керек қоспан. Оны біз осынша ұзақ қылып айтып жатырмыз да, ол да тез-тез әңгімелесіп шыққан шығар. Тез-тез өбісіп па. Сол кезде байламын айтады ғой. Асығыс біреуге қалады деп айтады кім сол кезде ше. Не отыр? Жәмил айтады біреуге қалады. Тез-тез байламын жасап, енді маған сен нақты айт дейді. Жәмил айтады. Өбісіп болғаннан кейін. Кейін ба уже? Байламын көрсетіп қойды ғой. Сорлы жаның кіріп бара жатыр ғой өбісетін. Енді өтіп кете салу керек еді өбісіп деп жай ашып құшақтасып өбісіп. Жігітшілік. Бозбалашылық. Әлі синоним іздеп отыр. Кете беретін жылдарға. Сол тіл оңай болып тұр ғой. Сол ғой. Бопты. Өбісіп алғаннан кейін Жәмила байламыңды айт дейді. Айт, нақтысын айт дейді. Маған дейді. Ол жай әшін кездесіп, әшін бір қылтым-сылтым бір ыржың ондай керек емес дейді маған. Келісетін болсақ, бірден үйлену мәселесін айт дейді маған. Менің де айтпағым осы ғой, жәміш деп. Ана ше? Айуан екен ана. Айуан. Жәміш деп. Ана түрін көз алдыма елестетіп бірден. Жәміш деген. Сен сияқтысың сол. Сен де сөйтетін сияқтысың. Жәмішті. Ешкім жоқ қой өйткен әне жерде ше. Сен ана бүйтіп тек-тек қылатын мен жоқпын. Әй дейтін мен жоқ. Қой дейтін мен жоқ. Сен айтасың, сен кіре салып айтатының жәміш. Сіз ана Қасымсыз ғой жүрген ше аяқта. Мен жоқпын. Мен айтып берейін сол оқиғаны. Сөйтіп екеуі күнін белгілеп, осындай уақытта, осындай кезде алып қашатын болады ғой қалаға. Оспан. Сөйтіп осы мен Қасымға айтайын дей ма? Қасымға көнбеді деп айтамын дейді. Сыртқа шығаттағына. Шынымен көнбеді ғой. Сыртқа шығаттаған Қасымға айтады көнбеді. Маған көнді десе. Көнбеді бірақ мощный өбіседі. Мына сөзге Хамеке рахмет сізге. Пайдаланатын өбісу деген сөз. Пайдаланатын сөз екен жалпы. Қандай не екенін білмеймін бірақ өбісу. Өбісі шынымен білмейсіз ба негізі? Қалай ол өбісу? Өпті. Өбісті. Епті дегенді білемін. Ебі бар. Өбі бар. Оспанның бір өбі бар. Кітап оқысаң көресің. Бопты. Сөйтіп барып тұр Қасымға. Кітап оқысаң өбісесің өзің. Қасымға Оспан барды. Барып айтады, осындай көнбей жатыр. Жәмила көнбей жатыр. Жәміш деп біліп қойса. Жәміш көнбей жатыр. Менің жәмішім көнбей жатыр. Сөйтіп ол көнбей жатыр дейді. Ата-аналары әкесіне де Байбосынға да бір риза болғаным бұл ше қызын қинамайды ғой. Қызын қинамайды. Енді қызым бұлай келіспей тұрса енді не істеймін мен енді оны қинап бере алмаймын ғой дейді да. Бірақ қалың малын алып қойған. Ал ана жаңағы неде кім кінәлі деген әңгімесінде әкесі соны қинап бергісі келеді ғой қызға. Әкесі бергісі келеді дағыны қыздың обалына қалады ғой былайша айтқанда ше.
күйеу баласы ананы ұрады, әкесі деген мені қара бет қылдың ғой сен. Басқа әңгіме басылып кетті ме қазір? Басқа әңгіме басылып кетті ме? Мен сонда сәл айтып жібере салайын деп жатырмын да, ақыры оны жеке тоқталмайтын болғаннан кейін ше. Кейін оқып алады да басқалар. Мен екеуі әдемі келіп отыр ғой бір-біріне не жасауға. Болатын шығар. Сіздің қолыңызда ғой Хамеке, сіздің аузыңызда. Енді сен неге сұрап жатсың, басқа әңгіме айтып кеттіңіз ба деп. Біліп алып жатқан ғой өзім үшін. Басқа бір менің атым қожам айтып жатқан жоқпын ғой, екеуі бір-біріне киіліп мысалмен келіп отыр ғой. Өбісіп тұр ғой. Иә, өбісіп тұр. Ең түсінгенше өбісіп. Сөйтіп ата-аналары жарайды деп, сол көрейік тағы біраз уақыт беріңдер қызды көндіріп деп. Сонымен солай тарасады қасымда. Біраз уақыт сұрап ала ма бай болсын тағы? Иә, ата-аналар солай айтады да, енді сәл ұзартып созайық деп, бірден kesіп ештеңе айтамайды да, қызымызбен сөйлесейік тағы да деп. Сөйтіп қасымда сенер сенбесін білмейді, Оспанның сөзіне сені жарайды деп сонымен қайтады. Ол да алғысы келіп тұрады, Жәмиле өз сұлу қыз, сонымен әдейі арада ешқандай күдік болмасын деп Оспан өзінің ауылына кетіп қалмай, сол кімнің Қасымның ауылында жүреді ғой, кеткенге дейін ше, Қасымның қасында ешқандай күдік болмасын. Пальт етпеу үшін артын тазалап. Сөйтіп тұрғана арадан біраз күн өткеннен кейін сол келісім бойынша қасында бір өзінің несі бар, шабарманы бар, жаңағыдай атқа жеккен күйме дейді ғой, сол күйме келіп ауылдың сыртында бір үлкен бір тас сияқты нәрсенің қасында неғып тұрады, кеш қарайып қалған, сол жерде күтеді, тағатсыздана күтіп отыр дейді. Кімді күтіп отыр? Оспан жаңа Жәмиләні күтіп отыр. Екеуінің уәделескен уақыты келіп тұр ғой, сәт сағаты. Ол кезде WhatsApp жоқ, шықсай деген ше. Келдім кесей деген сияқты. Әрбір өткен сиырлар бір келе жатқан адам сияқты ола берді дейді не жерде. Әр сиыр Жәмиле болып көрінді ме сонда? Әр өткен. Ондай қатты әдемі емес сияқты ғой Жәмиле. Қараңғы ғой, енді сиырмен енді Хамеке. Ана жақтан көрінген сиырларды адам екен деп қала берген да бұл. Өк деп қуып отқан ғой. Сиырды ма? Әдем айтты. Мен саған қалай айтты деген. Не дейді дедім. Сиырларды өк деп қуып отқан ғой дейді. Оспан ше. Иә, еркелер жүрген ғой сол жерде. Бір кезде келді дейді. Жәмиле келді. Сиырлардың арасынан. Үсігісіне күймеге мініп, сол жерде жеңгесі қоштасып. Жеңгесімен келген ба? Иә, жеңгесі шығарып салған, жеңгесі келіп шығарып салып, Оспанға мініп, екеуі қалаға қарай тартып отырды дейді сол жерде. Тартып баратқанда күйме. Әңгіменің аты үйлену. Осылай біте ма? Осылай бітеді. Оспан оңбаған екен. Енді қараңыз, бұл жерде нағы ол оңбаған. Не түйдің ғой жерде? Бұл жерде қараңыз, негізі қарап тұрсаң. Жоқ, енді қарап тұрсаң, енді Қасымның шашпауын көтеріп барып тұрған доссың ғой сен. Сеніп алып келіп тұр ғой сені. Бірақ сен ол Жәмішті құтқарып алып тұр ғой. Кімнен? Сол бір қатал тағдырдан. Неге қатал тағдыр? Қасым түсініп тұр ғой бәрін, оны ұрып алып кетіп жатқан жоқ қой. Қасым да әдемі. Сен мына жерде айтып отырсың ғой сен. Ана досы Қасымға қиянат жасап отыр деп. Иә. Мен ешкімді ақтап отқан жоқпын. Бұл жерде Оспан бір жағынан Жәмилаға көмектесіп жіберген жоқ па деймін да, анандай тағдырдан мына тағдырға қашып кетті ғой екеуі. Жоқ, енді бұл жерде енді анау Қасым болыс. Жәмила Қасыммен де кетсе жақсы өмір сүріп кетер ме ол жақта да? Көрдің ба? Осы сен сияқты таяз түйсіктілердің кесірінен қаншама қыз зардап шеккен жоқ па? Қазақтың тарихында. Болыс, анау анандай, малы көп, бірдеңесі көп дегендерге құрбан болып кетіп жатқан қыздар. Жоқ, мен таңғалып тұрамын, Хамеке, біз Жәмила бүйтіп бірдеңе тоқып отырды да, Оспан кіріп қалды да, бүйтіп болды, бүйтіп екеуі бір-біріне қарап сынды, резко. Жәмила тоқал болғысы келіп тұрған жоқ қой. Болды. Оспанның бәйбішесі болып кеткісі келіп тұр ғой. Оспан ары қарай тоқал ала ма, оның проблемасы емес. Сначала ғой бәрі. Продолжение емес. Сначала. Әдеби қылып айтамын ба орысшаны да? Қашып баратқан. Білмеймін Хамеке. Қашып баратқан Қасым көріп қояды да. Люби достойный только мама дейді ғой. Битик, енді битик. Екінші әңгімеңіз қандай? Маған соғыс болып тұр. Мынаны түйін деп алайық та өзіміз бір. Жоқ, мынаны түйін дейтіндей бір білмеймін, бұл жерде
түйіндеп Қасымның да еш әңгімеде кінәсі не жоқ. көрдің өзі? Қасымның ешқандай кінәсі жоқ Хамеке. Кінәсі жоқ, иә. Қасымды кінәсі жоқ, ол жерде Қасымды ешқандай жазғырған жоқпын. Мен өз басым Қасымға ризашылық білдірдім. Менің ойымша Оспандікі кішкене оңбағандық. Жоқ, бұда түйгеннен бұрынша ары қарай оқиға не болуы мүмкін, соны көрерменге, оқырманға тастап кетіп тұр ғой Әуезов. Не болды деп ойлайсыз ары қарай? Екеуі қашты қалаға. Болды ғой. Ана күйме квартира асқабақ болып кетсе күймеші. Оспан Қасымға апарып берсе да сол. Американский кинолардан жоқтың бәрі мына ерке сияқты ойлап отқан кезде сөйтіп достық туын желбіреді. Жан досым қанша сүйсе де бер жақта желмен киімі желбіреп қалып кетсе. Орыс киім. күйме де бар ғой, анау плашпен отырады ғой Қасым ше. Әдемі. Мынау осылай аяқтаса ризамын. Өте әдемі аяқтадыңыз. Бұлай аяқтамаған сияқты ғой. Мен бірақ Оспанмен кетіп қалса ризамын. Екінші әңгімеңіз қандай Хамеке? Сөніп жану деген әңгімесі. Маған өзіме қатты ұнаған әңгімелер, жаңағыдай біздер енді қайталай береміз ғой, әр сән сайын, әр жоба сайын айта береміз. Қадыр Мырзалиевтің әңгімесінше айтқанында емес, айтпағанда жатыр ғой деп. Бірінші оқып біткен кезде мен оның айтқанын оқыдым да, кейін ойланып мен айтпағын түсіндім да оның ше. Бұны баған айтып қойдыңыз ғой. Сикті екі рет оқиды. Баған айтып қойдыңыз ғой деген ғой. Оны тағы да айтып жатырмын да. Сол айту керек болып тұр ма? Айту керек болып қалып жатыр да. Сен мысалы варенье жейсің да, нанмен ше. Варенье жеп жатасың да, нанмен. Сосын бір кезде сицивили келеді да. Сосын онда нанмен жейсің ғой сен. Бағана жеп қойдың ғой нанды деп ешкім айтпайды ғой. Екеуін де нанмен жеу керек та. Бұда бір теңеудің алды болды кәдімгі. Жетілейден кейін тұр. Варенье мен наннан ойладым, болды. Әдемі екен. Әкеламайды деп оттыңыз. Әкеламайды. Никак. Жоқ, мен болмайтын әшейін қысыр сөз айтып жатсам мейлі. Мен Қадыр Мырзалиевтің сөзімен Мұхтар Әуезовтің ойын ұштастырып жатырмын бұл жерде. Мен бір жан-жаққа сандалып жатқан жоқпын. Көңіл күйім түсіп кетсе. Көтеріп қойсаң. Сөніп жану дейтін әңгімесі. Сөніп жану деген әңгімесі қазақ даласына күн туған уақыттар. Қазір енді Құдайға шүкір еліміздің амандығы, жұртымыздың тыныштығы, мына отырып күліп ойнап, осындай бейбітшілік заманда мына жігіттер отырып тамашалап, біздер отырмыз сол неғылып тамашалатып, жаңашалатып. Ол кеше 23-ші жыл жазылып кеткен шығармаларды жаңашалатып, қазіргі буынға әйтеуір 1923 қой Хамеке, 23-ші жылдар жазылған екен. Қазіргі буынға соны өз тілімізбен, қазіргінің заманын қалай болса тақияң солай ки деген сияқты заманымызға сай қазір Панама киіп жеткізуге тырысып жатсақ, ол да бір жаман емес шығар деп ойлаймын. Жаман емес? Сондай елбасына күн туған сәттердің бірі жалпана бірінші дүниежүзілік соғыста тылға деп кісі алынды ғой. 18 жаспен 40 жас па қанша еді? Тарихтан оқысаңыздар 43 жасқа дейін. 43 жас па сондай бірдеңесі бар арасында. Ол деген бір қаралы күн болып келді ғой қазақ даласына. Оңай емес қой, ойлашы. Сен балаң 18 жас, 16 жас, 16 жастан одан да төмен ба? болу керек жобасы. Кәдімгі сенің қасында ойнап күліп жүрген боздағыңда бір бейтаныс, бұрын соңды естімеген саған бір терминдік сөздерді айтып әкетіп бара жатыр. Сен оған сенесің ба, сенбейсің ба, оларға қызық болып тұрған жоқ. Сен нақты сеніп тұрған жоқсың олардың. Жай әшейін жер қазады, тыл жұмысымен айналысады деп әкетіп бара жатыр. Өтірік айтады. Алдыңғы шепке апарып тастайды оларды соғысқа апарып. Сондай замандар болған. Сондай бір елден бала алу, елден азамат алу заман еді дейді. Бір үш салтатты кімнің Мақыштың ауылына кіріп келе жатты дейді. Мақыштың ауылы. Мақыш деген бір. Мақаш па, Мақыш? Мақыш. М-А-Қыш. Макс деген. Қ-О-Ш. Мақыш. Иә. Әріп бар шығар деген арасында Мақыш емес те. Мақыштың ауылы. Мақыштың ауылы. Өзің білесің, ы қоясың ба, қоймай қоясың ба? Маған ыңғайлы мен Мақыш деп ше. Онда ыңғайлы болса соны айт.
мен үндемеймін оған. Ол ауылда бірақ Мақыштың жағдайы нашар болды дейді, қарапайым. Мақыштың ауылы дейтіндей емес па? Ондай емес, бірақ соның оқиға соның қызына байланысты болған екен, Мақыштың ауылы деп айтылады бұл жерде. Басқа бір байдың қатысы жоқ болған екен, сол Мақышты айтып жатыр. Кеш болып қалған, ымырт түсіп қалған. Негізі Байболсынның ауылы ғой. Ол басқа әңгімеде сөйтіп ондай ауылдар көп болған негізі. Байқасам ше, осы кітаптардағы әңгімелерге көз жүгіртіп қарасам, 10 шақты үй, 20 шақты үй өзінің әулетімен ауыл болып жүре берген ғой, әр жақтарда. Сөйтіп үш салтатты кірді дейді ауылға, кеш түсе бастаған кез. Сонымен ауылдың адамдарының барлығы жиылып бір үйдің қасында тұр екен дейді, әңгіме айтыр, гу-гу. Сонымен жақындап келіп кірді дейді үшеуі. Ол кәдімгі қаладан оқып жүрген азаматтар еді дейді да. Бұларда ма? Есімжан, Сыздық. Досымжан. Сыздық, сосын Сүлеймен. Ұйқассыз аттар екен да. Сүлеймен. Бір үйдің баласы емес шығар. Осы үшеуі де оқыған азамат. Үшеуі де оқыған азамат. Есімжан, Сыздық, Сүлеймен. Сыздыққа қыз қарап жүр. Сыздық осы жылы Сыздыққа әйел іздеп жүр ғой. Сыздық осы жылы үйленіп кету, сонымен Сызат. бір жыл ауылда болып қалаға кету керек, жұмыс істеу керек та. Қалада оқып, жоспар күшті екен. Диплом, сол үшін келген ғой. Бәріміз сөйтетін ек қой, диплом алған екен, үйленіп қайтып қалаға кететін ек қой. Сөйттік қой. Сыздық үшін келіп тұр ғой, екі досы, Байынша айтқанда. Сыздық үшін бірге ғой, бірге жүреді ғой өзі. Жігіттерге жарасады да, достарымен жүрген. Қыздарға да жарасады ғой? Достарымен жүрген. Қыздарға қашанғы жарасады дейсің, олар кетеді ғой жан-жаққа. Әр әулеттің несін шылбырын ұстап. Сөйтіп бір аз адамдар жиналып тұр екен, бардық, сонымен бізді көрді, елең-елең ете қалды дейді, алдымыздан шықты. Сөйтті шықты да көңіл күйлері сәл түсіңкіреп, әйелдер жағы сәл неғылып бір тұнжырап, сонымен әрқайсы үйлеріне тарады дейді. Сөйтті алдымыздан Мақыш шықты дейді. Сөйтіп үйіне түсірді деп айтады, бізді қонақ болып түскен үй деп айтып жатады ғой. Түсірді деген бір көмір елестет қама сен. Қонақ күтіп алуға Мақыштың үйіне келіп тұр ма? Үйіне келді дейді, үйге кірген бетте қарады дейді, үйінде бір жоқ, аналардың бәрі неге көңіл күйсіз жүр? Бала алынып жатыр екен ғой ауылдан. Соның алдында сол ауылдан тылға деп балдар алып кеткен екен. Аналарды көрген кезде солар қайтып келді ма деп сәл бүйтіп елең ете қалған сол. Шыққан кезде ана бөтен басқа біреулер болған кезде бәрі жыны келіп үйіне тарап кетеді ана жерде. Кімнің де Мақыштың да кімнің көруге келген қыздың інісі бар, соны алып кетеді бір азамат. Олардың да сол көңіл күйі болмай тұрған кезде сонда да Мақыш білдіргісі келмеді дейді. Өзінің қазаққа тән әдепті қонақ жайлығына салып, жігіттерді үйіне кіргізіп қонақ қылды дейді. Басына қандай іс түсіп жатса да қонағын сыйлап. Қандай іс түсіп жатса, ер азаматтық шеңберінен шықпай, өзінің қалпында қалып, қайғыра бергеннен ол болған іс болды ғой. Сөйтіп тағына сол жерде жөн сұрасады, білсет, көрсет. Енді ол жерде енді түсінікті жағдай шығар деп ойлаймын сол кездерде ше, менің ойымша. Ол бойдақ үш жігіттің өйтіп былай келуі, ол қыз көруге келгені, кімнің үйіне түссе соның бой жетіп отқан қыз болатын, сол түсінікті жағдай болған шығар деп ойлаймын. Ол жерде ешкім артына ит салып қумаған шығар деп ойлаймын. Сыздық біліп түсті ма не Мақыштың үйіне? Сол Мақыштың, Мақыштың үйіне біліп түсті. Қызы бар екен біліп түсті. Өйткені ана үш жігітке айтқан, пәленшенің қызын көріңдер, төленшенің қызын көріңдер деген сондай. Пәленшеде бой жеткен қыз бар. Сөйтіп көріп келе жатыр екен. Біреуде список бар ма сонда? Білмеймін. Бар болса барша оқыған жігіттер ғой. Біраз жоқ, белгілеп кете ма деген ғой, мынаның үйіне бар, мынаның үйіне бар. Птичка қойып па. Мынау 18-де, мынау 17-де, жарты жылдан кейін алып кетесің, мынандай деген сияқты. Мақыштың үйіне бар деп тұр ғой біреу. Оған дейін де қыздар көріп келе жатыр екен да, олар ұнамай келе жатыр екен. Ауыл аралап келе жатыр ма сонда олар? Қырып келе жатыр енді. Сөйтіп сиыр. Сол күні қондық дейді, ол күні қызын көре алмадық дейді. Сонымен ертесіне қайтамыз ау деп отқан кезде сонда Мақыш қызын көрсете ма? Мақыш көрсетпейді ғой именно оны. Сол бір андай өздері білмегендікке алып бір жеңгелері арқылы көреді ғой қызды. Жеңгетайлар деген. Мақыш білмей қалатындай ше соны. Біледі ғой бәрі ол формуланы ше. Сөйтіп
кезінде өзі де сөйтіп үйленді ғой. Конечно. Жаңағы айтады ғой, айтқанымды емес, айтпағым. Бірақ мақал білесіз. айтқанды емес, сол мақалды айта беретін болсақ па? Сол ғой. Бана бойжеткен қыздың тез кеткені жақсы деп. Ондай мақал бар ма? Бар, иә. Бойжеткен қыздың ертерек үйленгені жақсы, кірген намазың уақытылы оқыған, тез оқыған жақсы. 3 нәрседе асығыңдар деп айтады ғой. 3 нәрсеге асық бол. Талап, білім, терең ой. Қанағат рақым ойлап. Осы үрдіс бойынша енді түсінікті жағдай шығар деп ойлаймын барлығы. Енді Мақышта қызы бойжеткенін біледі. 3 жігіт келіп тұр, жеңгетайлар жүр. Үсті-бастары нормально оқыған. Орыс киім. Олар мынандай болды. Ол дәуірде мына Мұхтар Әуезовтің айтпағында жатыр ғой дегеніне бір тоқталсам, даладағы көп нәрседен хабарсыз, білімсіз халық үшін оқыған азаматтар олар үшін бір қазіргі біздің тілмен айтқанда мстители болды ғой. Олар үшін құтқарушы болды. Анау жаңағыдай нәрселер ғой, озбырлықтар, патшаның озбырлықтары, баласын тартып алу, бірдеңе, халыққа әділдік керек болды ғой. Көзі ашық азамат ретінде келді. Көзін ашық оқыған. Халық пен жаңа патшаның арасында халықтың сөзін сөйлейтін оқыған азаматтар керек болды ғой. Орысша сөйлейтін. Орысша сөз, жалпы халықтың мұң-мұқтажын айтып, тепе-теңдікті сақтап, әділдікті жырлап, деп біз едік қой, бұлар да адам баласы ғой, біз де қазақпыз ғой деп сөз сөйлейтін оқыған адамдар керек болды негізі. Дей отыра Мұхтар Әуезов жазады ғой, оқуға кеткендердің көбісі ақшасы барлар кім? Болыстар, басқалар, олардың кеткен балдары дәл қазіргідей сияқты ақшасы барлар шетелге оқып келеді. Мысалы, танымайтын біреулерді бір биліктен көріп атасың, кейде бір түрлі нәрселер істеп жүреді. Мысалы үшін ше. Зато фамилиялар танысты. Сол сияқты жағдай, дәл сол сияқты жағдай болып жатыр. Ана жерде неше түрлі талабы бар, елдің қамын шынымен ет жүрегі езіліп уайымдайтын азаматтардың көбісі жаңағыдай әттең тонның келтесі болып ауылда қалып қойып, керісінше 2 қойын 1 сом азаматтардың ақшасы болғандықтан оқып жатып, кәдімгі елдің қамы деген сөзді жаттап алған дейді көбісі. Осыны айтады әңгіменің ішінде. Елдің қамы деген сөзді жаттап алып, осы сөзді жұртпен бірге ол да ернімен айтып жүріп, өзінің санасындағы тілекпен ұштастыра айтқысы келетін еді дейді. Не деген сөздер ананы ше? Қазір әр қазағым жалғызым деген сөз. Оны сен түсінбейсің. Мысалы келтірдім барынша. Хэштег қой сол кездегі. Оқыған азаматтар өздерін солай бір елдің қамы деген нәрсемен көрсе, өзінің тілегімен сол бір айтып жүрген сөзін ұштастырғысы келетін еді. Сонда сіздік Мақышқа келіп үйленейін деп жатырсыз, қызыңызды алайын деп, елдің қамы ғой деймін сонда. Не дейсің? Жоқ, Мақыш. Трамон бар ма? Бірден дәріңмен кеш. Жоқ, сыздық сондай ма не? Жаңағы сіз суреттеп отырған байдың балалары сияқты ма сыздықта? Сыздық. Жоқ, сыздықтың бұл жерде қазір мен айтам, бұның ойынша, жалпы сыздықтың ойымен жазылған кітап. Сыздықтың ішкі жан дүниесі, өзі әңгімелесіп, солай жазылған сыздықтың көзімен. Сөйтіп тағына олар қайтар кезде кім Жәмиләні бір көреді ғой, Жәмилә қыздың аты, ода да Жәмилә деп жазады. Қиналмапты да? Жәмилә туралы қыздарды көп қозғаймыз әлі біз. Әлі Шыңғыс Айтматовтың Жәмиләсі келе жатыр, Құдай қаласа алда. Жәмиләні бір көріп қалдық дейді, ана жерде. Кім сыздық көріп қалған ба Жәмиләні? Үшеуі де. Ұзын бойлы бір аққұба келген, сондай бір талдырмаш денелі. Бағанағы Жәмилә. Талдырмаш денелі. Копировать ставить деген сияқты бүйтіп Жәмиләні әшейін. Мәкең. Сондай бір сымбатты аруды көрген сыңайлы болды дейді олар. Сөйтті сол көргенімен кетті дейді осы жігіттер. Бүйтіп Мақыштың үйінен шығып келе жатып көріп қалады ғой. Жоқ, жеңгесінің үйіне барып, арнайы жеңгесі арқылы. Ода да қыз кірді дейді, андай ұялып бір қырын отырды дейді былай. Неге басына бір неге жамылып. Тік кірмей қырмен кірген ғой. Жоқ, үйге кірген кезде ол төсек жинап жүр екен дейді сол жерде. Қырмен. Кірген кезде жоқ. Қалай көрген мен түсінбей жатырмын Қамеке. Сені бірдеңенің қырымен ұру керек па? Ненің қыры бар, айтшы.
8 қырымен ұру керек қой, 8 қырлы бір сырлы. Біреуімен мен ұру керек. Ненен қырымен ұрсақ болады? Білмеймін. Кірпіштің қыры. Көп қой қыр. Қырлар көп қой. Ана сен айтып отқан қыр емес. Кәдімгі нақты қырлар ше. Бопты, көрді Жамиляны, иә? Сөйтіп та үшеуі де сөйтіп көргенсіді дегеніңізге айтып отқан ғой, көргенсіді деп айттыңыз ғой жаңа. Жоқ, көргенсіді болғанда енді былай ғой, тыңдашы мені. Өтінемін десе. Тыңдайын, болды, сөйлемеймін, тыңдайын. Сенің көрермені жоқ, залыңа түсіндірем деп шаршадым. Болады ғой, анда пустой залға концерт беріп жатқан сияқты боласың да. Ешкім шапалақ ұрмайды. Сондай сияқты болатырмын да мен қазір. Айдаладағы жан айқайымды ешкім естіп жатқан жоқ. Мынадан қыр деп сұрап едім, 8. Жамиляны үшеуі де көрді. Асқарға барып, бұл да мәймен күліп, жүре сөйлеп. Жамиляны енді бір көргенде солай болды дейді. Ұнатып қалған ма? Ұнатты ғой енді. Қыз ұзын бойлы, аққұба. Сөйтіп қызды жеңгелері кім отыр деп біздің етек жағымызға келіп отырды. Сол жерде басқа да келіншектер сөйлеп отырды. Сонымен етегі ұзын бе сыздықтың? Сонымен Жамиля тұрып бөлмеден шықты. Етек жақ деген қалай түсіндір? Етегі ұзын ба сыздықтың? Сол жігіттер отырған ненің етек жағына келіп отырды дейді да. Көйлектің үстіне отырды ма? Көрпешенің. Шет жағы. Көрпешенің етегі деген бола ма не ондай? Шет жағы шығар. Есік жақ. Міне қазір етегінде отыр. Мен етегін. Солай айтыла ма негізі? Етегінде отыр деп. Мына жердегі залдың етегінде отыр ғой. Шет жақ деген етек па сонда? Шым құрылды. Сөздеріне қарныңыз ашып жатыр ма? Болмысым шаршап отыр ғой. Болмысым. Тұла бойым. Жан жағымай. Соны қайтты үшеуі. Сыздық қызды ұнатып қалды сол жерде. Қиялындағы ару сол сияқты болды. Өзі бір қиялшыл, ауылға да сол қиялмен келген бір ауылда жүрген сондай бір аққұба, сол ауылдың несімен, тәрбиесімен, әдебімен, ілтипатымен өскен аруды әкеліп қалаға келіп, өзін бір жаңаша тәрбиелеп, сондай бір екеуміз бір-бірімізді ұғысып керемет бір келешектің жаңағы келбетін келістіріп өзінің қиялымен сөйтіп келген азамат қой ол ауылға. Ана қыздан болашағын көрді ғой бала, иә. Сөйтті дағына ол балдармен жолда келе жатты, жігіттер айтты. Жігіттер айтады, Есімжан бар қасында, Сайлау бар. Сүлеймен. Сүлеймен ба, Сайлау ма, соны көру керек нақты. Сүлеймен ғой деймін. Сүлеймен, Сайлау болсын, қысқарақ екен да, Сайлау. Білмеймін, оның аты маңызды емес. Бәйтерек тобы. Жоқ. Балдармен Мақышта, Қазақи Ақышта. Нақышта бізді. Сөйтіп, үшеуі кетіп бара жатыр ғой. Біздің, кім айтады? Есімжан айтады, енді біздің сөйлегеніміз, біздің бірдеңе айтқанымыз емес, енді өзіңді көрдің ғой көзіңмен дейді да. Сол сенің айтқаның керек болып тұр ғой, не дейсің енді дейді ғой жолда келе жатып ше. Шешімін өзің айт деп тұр ғой. Атпен, шешім. Сөйтіп та сыздық айтады. Енді жігіттер дейді, мен өзім іздеп жүрген қызымды көрген сияқты болдым дейді. Меніңше осы жерден тоқтасақ дейді. Көп жүріп қойдық қой дейді. Жаяу жүр ма? Көп таңдады олар бірақ, көп таңдады. Біраз таңдадық енді осы жерден атпен жүр ғой. Ат болғанда да андай семәз бақуатты аттар дейді да, байдың аты екенін бірден байқайды. Мақыштаршы. Сөйтіп осы қызға тоқталсақ дейді. Сонымен ана кім айтады, Сүлеймен айтады, енді сен қызды қазір көрдің бір рет дейді. Осы мына адамдардың көріп алды дегеніне онша көңілім көншімейді менің дейді да. Ол көрді дейді, мақыл түрін көрді дейді, сөзін көрді дейді. Бірақ оның ар жағын байқамады ғой дейді да, оның тереңдігін, оның болмысын, оның ертеңгі өмір танымы қандай. Кім айтады оны? Оның жан дүниесі қандай, жаңағы Сүлеймен айтып жатыр. Үшеуі әңгіме қылып келе жатыр ғой. Осы нәрсені ол адам баласы бірден ол көре қоймайды ғой дейді да. Оны бәрібір көріп, ол үшін ұзақ уақыт керек болады. Осы адамның көріп алдық деген нәрсесі өтірік ау түбінде дейді да. Сенбей тұр ғой, досына сенбей тұр ғой. Жоқ, жалпы көрсей тағы да деп тұр. Тағы көрсей деп тұр. Ертең бармақ тістеп қама деп жатыр да, көрсей. Сонымен сызық айтады, жоқ жігіттер дейді, мен
осыған тоқталатын сияқтымын дейді. Сонымен үшеуі сол не қылып осы қызға тоқталатын болады. Ауылға келеді, ауылға келсе ауылдағы үлкендер әңгімелерін естігеннен кейін, кім Жұмаханның да қызы бар екен дейді. Жұмахан деген көрші ауылда Жұмахан деген соның да қызын көріңдер дейді. Сөйтіп сыздыққа көргісі келмейді, барғысы келмейді. Өйткені оның ана қиялындағы өзінің несін көріп қойды да, өзінше күткен аруын көрді да, ол сонымен қалды ғой. Сөйтіп Жұмаханның қызына Есімжан мен Сыздықты жібере салады. Үшеуі барады айтпақшы, барған күні. Сыздық өзі емес па? Иә, өзі ғой. Үшеуі бір барады. Бір барған кезде Жұмаханға. Жұмаханның үйіне қызды көре алмайды барған кезде. Білмеймін, жеңгесі жағында болады, бір көремін деп бүйтіп жүргенде қызды көре алмай қайтады бір барған кезде. Сөйтіп екінші рет қайтып барғысы келмейді кім Сыздық. Бір барып таппағаннан қойшы дейді, керек жоқ, болды дейді. Ана кім Есімжан кетеді көруге ше. Өзі ма? Бір-екі балалармен барып көріп келемін деді соның атына. Барып көріп келеді. Көріп кел. Ол көріп келген ол жерде айтпайды, жалпы кейін көріп келген болады ол. Сөйтіп жігіттер кетті дейді. Мен үйдегілерге айттым, үйдегілер уже бір-екі күннен кейін барып құдалық не қылып келісіп, қалың малын берісіп, уәделесіп, ата-аналар қол алысып, сонымен кесіледі барлық нәрсе. Сөйтіп ол жігіт бірден жаңа құдалық. Иә, бірден ғой, ол кезде жігіт шешіп қояды, болды, Жәмилені алатын болады. Иә, жігіт болды деді, осы деді, сонымен ата-анасы барып құда түседі ғой. Сонымен барат болғанда арадан өзі қысты күні түгел ауылда болам дейді. Қысты күні аңға шығып, кішігірім соғым жеп, малшылардың өмірін көрем деген сөзінің өзінде жоспарында болады кішігірім. Оның арасында қызға барып келіп, қайынға деп айтады, қайын жұртқа ше. Қайынды қызықтап, арасында бір рет барады қызбен. Сонда қыз құда түскеннен кейін де өз ауылында жүре бере ма? Иә, сондай екен. Алып кетпейді бірден. Иә, бір жылдай ма сондай екен. Арасында күйеу бала барып тұрады. Бірақ барып тұрады арасында. Барып тұрады екен. Сол бір барғанда келіп отырды дейді. Кездестік дейді, жеңгесі кездестірді дейді. Ол кезде де барып көрсе, аққұба жаңағыдай жүзіндегі аққұба емес екен дейді. Сәл қоңырлау екен дейді, реңі торлау екен дейді. Ал ана бетіндегі қызылы бір аздау ғана сияқты дейді. Ол қызыл шақасы үлкендеу екен дейді. Бір қыпшабел ғана болып көрінген сияқты дейді. Сәл толықтау екен дейді. Жауырыны сәл үлкендеу екен дейді. Еркек отыр ма? Анау Сыздыққа вообще ұнамайды. Арқасында бойы бір ұзындау көрініп еді дейді. Бойы да бір келте сияқты болып кетті ма? Сонда Қабеке екінші рет кездескенде қыз мүлдем басқаша болып шықты ғой. Болды ма? Ауыстырып қойған шығар мүмкін? Жоқ. Сол қыз ба? Жәмила ма? Көрсе қызарлықпен, сонда қызуғандылықпен, асығыстықпен көріп кеткен болып тұр ғой біріншісінде. Дұрыс көрмеген ғой. Иә, дұрыс. Қырымен көрді ғой. Ол жарайды дейді ғой, мақұл дейді енді. Бірақ адам шошырлық несі жоқ. Болады дейді. Адам шошитындай страшный емес. Ондай емес, болады. Болады. Нормально. Онша емес болып тұр ғой түрі. Онша емес. Енді. Нормально. Сөйтіп өзін жұбатады сөйтіп. Өзі мақұл дейді. Оның әңгіме одан емес қой. Оның мінезі жақсы шығар. Сол керек болып тұр ғой маған да өзі. Сонымен екеуі жаман өзін алдап отыр ғой. Екеуі отырады, сол жеңгелері бар, бәрі бірінші шай ішіп, сол кезде не жақта отыр. Қамеге құда түсіп қойған, болды, барлығы істеп қойған. Сол кезде есік жақта отыр дейді, маған жанынан қарап қана отырды дейді. Сол жер әдемі сияқты ғой. Осылай жүре берші. Иә, сол жерде ұялып отырды дейді. Келіншесі өрде жеңгелері бір-екі ауыз сұрақ қойып еді, оған да бір ұялып жауап берген болды дейді. Маған да бүйтіп бір-екі қалжыңдап Сыздықта сөйлей берді, оған да бір түрлі ол жерде енді қыздың жігіттен ұялғанынан да тыс нәрселер көріне бастады дейді. Ана жерде ше тек қана ұялу емес, бір сылғырттық, ынжықтық, андай не дейді? Сөз бар ғой. Салақтық. Салақтық емес, олақтық шығар мүмкін. Сәуекей дейтін бе еді? Сәуегей деген күшті сөз ба? Сәуегей емес. Енді сәукеле. Сәуекей деп па бір сөз бар, сондай бір ынжықтықтың сипаттамасы. Миллион кейін тоқтамай. Сонда ананың жаңа тәттілігінің бәрі керісінше көрініп отыр ма енді? Иә, ананың ұялып отқандығының өзі бір
жағымсыз деген. ебе дейсіз ба? Сөйтті да қайтты дейді ол күні одан. Сонан қайтты дейді. Сыздық қателескенін түсінді ма? Түсінді, бірақ енді байламы келді, не қылғаннан кейін жол жөнекей өзі ойланды. Балдармен, жігіттермен келді ғой ол кезде, тағы да басқа дос балдармен келді. Сөйтті да ол сыртқа шыққаннан кейін осы ма сыртқа шыққан, ана іште отырған кезде де басқа әңгімелер болды дейді ана жерде. Ол да сыздықтың жанына батты дейді да, келіннің әңгімесі қалды дейді да, бәрі басқа әңгіме. Сыртқа шығып жігіттер басқа әңгіме айтып жатыр дейді да, бәрі ше. Қандай? Қыз туралы вообще ешкім әңгіме айтып жатқан жоқ. Кеше Хорватияның ойынын көрдім. Евро туралы барынша. Сыздықтың санасына ұялаған жаңағы Жәмиласы одан бетер жек көре бастады дейді ананы ше. Ана жігіттер үндемеген сайын түсінікті да, қыздар, жігіттер сөйлескісі келіп тұрған жоқ қой ол туралы ше. Кімнің ойында ше, сыздықтың. Сөйтті дағыны. Жоқ, Хамеке, бірақ енді достар шығып, сыртқа шығып бүйтіп қатының әдемі екен десе де бір түрлі ғой енді. Иә. Бір түрлі мазақтаған сияқты болайын деп тұр ғой, үйтетін болса. Үйде. Бәрін түсініп тұрма ана жерде. Жақсы екен деп айтуға да келмей тұр. Болады еді. Бақытты болыңдар. Деуге де келмей тұр ғой. Үйтіп те айтты қыз туралы. Вообще әңгіме қозғалмады дейді ғой. Сыздық іштей жанып кеттім дейді соңында. Соя мыналар. Басқа әңгімелер айтты күйдір. Бақытты болыңдар дегенге де келмей тұр деген. Не деген түрі анау құдай. Білмеймін. Сөйт, арада біраз уақыт өтті, содан ол енді жалпы аңшылыққа шығады, ол жақтың да қызығын тауысады ол. Ол жақтан да зерігеді. Сосын нені көрейін дейді, малшылардың өмірін көрейін дейді. Сонда ол барынша Жәмилаға келгісі келмей жүр ғой, жаңағы аңшылықта жүр. Иә, қашып жүр ғой енді. Ауылды сөйтіп та неге шығады жаңағы мал бағатындардың қыстауына барып, солардың өздері сол ауылдың малы шығар, өздері байдың баласы негізі. Сөйтіп солардың малында болып, солардың жаңағы үйінде бір күн қонады сол малшылармен бірге. Олар бір қонақ жай екен дейді. Ортада бір неде ілеулі қазаны бар екен дейді. Соған мына жақта қатып қалған еттерді шауып или ас береді, или қуырып береді екен дейді. Свежий жылқының етін. Соны бір күн жеп, олардың қонақ жайлығына тәнті болып, ол жерден де қайттым дейді. Сөйтіп ауылда ерігіп жүр ғой, иә, бір күн жаттым да сосын қайтып қыз неге бардым дейді. Тағы жақсылап анықтап көрейінші деді. Ең бір көрейін деді. Көрген сайын нашарлай берсе ол. Очкимен бардым осы жолы. Дұрыстап. Сөйтіп, очки жоқ. Сөйтіп барып, ол кезде барғанда жеңгесі кәдімгі как болазыны шымылдықпен екеуін оңаша қалдырады ғой. Сол үшіншісіне кеп тұрмы өзді? Оңаша қалдырады да, кім түріне қарап тағы көңіл күй түседі. Оның ынжықтығы, әңгімелеріне кәдімгі мен ынжықтық деген не ол? Сол қалай ол ынжықтық деген? Қарапайым ауылда жүрген қатындардан ешқандай айырмашылық. Оның ойы кәдімгі ертең қалаға алып кетем, сондай бір кештен елестеп жүрген ояу, тірі. Ынжық деген Шострийдің несі ғой, Антонио. Керісінше ма? Пысық дегеннің ынжық. Пысық дегеннің. Жоқ, пысыққа салақ қой. Пысық дегенге салақ Антонио. Ынжық дегенге еті тірі. Еті тірі, ынжық. Сорлы ғой үшін. Қатты айтты ал. Сөйтіп шымылдықтың астында. Шымылдықтың ішінде. Сыздық сорлымен отыр. Шымылдықтың ішінде жатырмын дейді, тас қараңғы дейді. Анандай жерде кім тұрды дейді. Тіпті ештеңе демедім. Қасыма кел деп те айтты. Келмес екен десе. Сөйтіп Қараш Мұхтар әуезов мына жерде қалай жасады? Сөйтіп та бір кезде біраз тұрды да сосын жайлап сырт киімін шешті да, жайлап жаңа қыз ше, Жәмила. Сырт киімін шешініп қасыма келіп жатты дейді. Екеуі де жалаңаш жатыр ма? Білмеймін. Сырт киім шешіп жатты деген жоқсыз ба? Сырт киімін шешіп деп айтшы, өткенде де жалаңаш деп айтып сен ше. Жоқ, жалаңаш қой енді. Киімдерін шешіп жатты дейді. Енді Хамеке жоқ қой ештеңе енді. Я бақыл енді, не деймін енді? Не істеймін енді? Киіндіріп кетейін ба бар? Сөйтіп жазған ғой енді кітапта. Сонша ойымдап отырсың ол жерін. Жатыр. Жоқ, қасыма
шешініп келіп қасыма жата берген кезде ана жігіт сызық ойланып тұр ғой, оның кеше осы күнге дейін ұялып жүргені, осы күнге дейін бір ұяңдық, бір қыздың, бір жігіттің алдындағы бір ибалық көрсеткендерінің бәрі қайда қалды сонда. Не деген жабайылық мынау дейді ғой. Анау ше. Оны Мұхтар Әуезов айтып тұр ғой. Мынау кәдімгі сыздық шынымен жек көріп бара жатыр ғой кәдімгі қатты. Жоқ, жалпы сондай дәстүр сол кезде әл ауқат сондай болып тұр, халықтың жалпы жағдай сондай болып тұр, ойлашы. Тек қана ол емес, жалпы сондай болып тұр. Бұл деген не деген бір андай жабайылық, былайша айтқанда. Өтірік болып тұр ғой, жаңағы ұялғанның бәрі өтірік болып тұр ғой енді. Тек қана ол ситуацияны емес, мен жаңа айтпағанда жатырды айтып жатырмын бұл жерде. Сіз басқа жаққа кетіп қарашы, келем қайтып мына жерге. Сорлы кісің сен. Жоқ, сол жерде қайтпайық деген. Жаңа қыздың еркек варианты сөйтіп басыңыз ок. Иә, мен айтып жатырмын ғой, келетін бірдеңе айтатын болсаң дәріңмен ішке. Бірден. Сол жерде солай ойлады дейді да сыздық. Сонда қайда қалды ол әдеп пәндегі тәрбие, осының даланың тәрбиесі, қазақтың тәрбиесі қайда қалды дейді да. Мақыштың тәрбиесі. Осындай нәрселер болған ғой негізі, қазақ даласында болған негізі ше. Мұхтар Әуезов соны әңгіме қылып жазып тұр ғой, оқыған күйініп ше, осы нәрседен арылсақ, оқысақ, надандықтан былай көз ашыққа жетсек, осы ғой кімнің де айтпағы, кім Міржақып Дулатовтың Оян қазақ деген мысалы. Оқы, көзіңді аш деп Абай да соны айтып кетті, Ыбырай Алтынсарин да соны айтып кетті, өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды деген сияқты. Келіп балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық деп негізі бірінші класста ғана оны айтқызады ғой, негізі оны кез келген қазақ азаматы оқу керек негізі оны ше. Әсембаз болма әрнеге деген сөздердің өзі мысалы қатты мықты, мысалы анау білетін өлеңдердің бәрін айтып кетесіз бе? Бәрі сол дәуірлерде жазылған өлеңдер ғой негізі. Осы нәрсені шығармамен айтып тұр ғой Мұхтар Әуезов бізге. Соны айтқысы келіп тұр ма? Ояныңдар деген Міржақып Дулатовтың өлеңдері шығармамен келіп тұр да бұл жерде. Екеуі жатты сосын қасыма жатты. Әлі сөйтіп ренжіп неғып отқан кезде қолын денесі ыстық денесіме тиген кезде жай жіби бастадым. Мына қол сосын бағанағы әңгімелердің бәрі қарасайшы, мына қол бүйтіп те бастаған екен, ол әңгімелердің бәрі қалды дейді. Әдемілене бастады мана. Қарасаңыз, ет қызумен екеуі сырды кәдімгі Ерлі-Зайыптының міндетін атқарды. Ой, осы жерде өзіңе келді. Секс деген сөзді алмастыру керек болса маған хабарласың. Смело. Аз екен, бірақ бар екен. Бірдеңе. Иә, жаңағы атқарды. Сызықтың үмітіндей үміт емес екен. Сәл бар екен бізде. Сөйтіп та сол күні ертесіне кетеді тағыны ол жоқ, сөйтіп кетіп жүре бере ма сонда күйеу? Иә, кетеді да сонымен алып келеді ғой қызды. Алып кете ма қызды? Жоқ, ауылына барып сол дайындалып келіп алып кетеді қызды. Сол жылы үйіне алып келіп келін қылып түсіреді. Келін қылып түсірген. Сыздық ана жаңағы қызметін атқарғаннан кейін өзі де көнді ма? Бәрі нормально ма дегенім ғой. Енді бәрібір сол неден қалды. Сол оймен қалды ма? Бұл жерде мен сенің сөзіңе мына нәрсені айтқым келеді да. Бұны мен соңында айта салсам ба деп едім. Мен саған осы бір шумағын айта салайын, қазір соңында толықтырып айтып беремін. Аяз ата. Ойың мен ісің жаңғырық. Кейде оған түйсік жетпейді дейді. Жаңа сыздықтың несі ғой? Санасындағы. Ойың мен ісің жаңғырық, кейде оған түйсік жетпейді. Әйелап бала тудыру ақылдыға жетеді дейді. Күнделік құмар сезімді өрілгені үшін отпенен шатастырып алдық, Құдай-ау, бір туар махаббатпен. Ойбо. Сен соны айтып жатсың, бір түннен кейін жақсы көріп кеттің. Сол ғой мен, соны түсіндім. Көрдің ба? Күнделік құмар сезімді өрілгені үшін отпенен шатастырып алдық, Құдай-ау, бір туар махаббатпенен дейді. Сыздық шатасқан жоқ қой ол. Сыздық қалай шатасқан? Шатасқан жоқ ол. Түсінбейтін адаммен мынау. Мен Мұхтар Шахановтың өлеңін айтып жатырмын бұған. Жоқ, алып кетті ғой енді ол. Енді ол кетті, көнікті тағдырға. Өзінің болды, алам деген байламына қарсы шыққысы келмеді ол. Неге? Қарсы шықса да болатын еді ғой. Ол алып кетті, болды. Алып кетті. Білмеймін.
сөйтті да ауылына әкеліп келін қылып түсірді. Вот келін қылып түсіріп отыр. Келін қылып түсірді. Бірақ ода ешқандай сезім тұтанбады, өзінің қиялындағы сезім тұтанбады. Онда неге ана Сен ауылдағы қазір бәрі махаббатпен қосылып жоқ, сол көптің бірі болып үйленді ол. Ол сол көптің бірі бірдеңенің кірі болып үйленгісі кемеген еді. енді сол кемесе неғып істейді? Төбелесейікші. Ұйымдастыршы. Дана айтып сап ұйымдастыр қазір. Салмақ керек емес. Төбелесейікші. Не деген адамсың? Сыздық қиялымен айттым ғой жаңа саған. Жоқ, Қамеке, егер сыздық сол өзінің қиялындағы аруды кездестіргісі келсе, арғай сондай келін алғысы келсе үйіне, неге сол түні ойы бұзылды деймін да жаңағы. Ол қиянат жасағысы келмеді ғой, ол қызбен бірге болды ғой сол түні. Жоқ, сол болмай шығып кетсе болады деді ғой. Ол шығып кетсе иттік болайын деп тұр ғой ол. Кімге? Бүкіліне. Өз алдына қайта жақсы ғой, өзіне жақсы ғой. Ол үйленді, басқа сол қазақ даласындағы қазіргі таңдағы да біраз қазақ азаматтар сияқты үйленді, болды. Түсіндіңіз ба? Ол көптің бірі болып жаңа айтып еді, бұл ерекше бір әйелді елестетіп еді, сол көп қатынның бірі екен ғой деді. Көпке топырақ сол кездегі заманда біраз ауылда жүрген қатындардың бірі екен. Ол қалаға барып бір басқаша. Анағы Сүлейменнің әңгімесі рас болып тұр ғой. Дұрыс көрмедің ғой сен әлі деді ғой, Сүлеймен айтты ғой. Асықпа деді. Сол Сүлеймен соның басында айтты ғой соны. Бұл асығып кетті ғой. Сөйтті да ол айтты, ол таңдаған тазға жолығатынның кейпіне ұшырап қалды ма осымен деді. Сыздық өзі ойланды. Сөйтті да оның ауылына әкеліп өзі қалаға кетіп қалды ғой ол. Тастап кетті ма? Қала ауылына келін қылып әкелді, өзі қалаға кетіп қалды. Қалада оқып жүріп, ол баласының босанғанын естіді ол. Тым қуанбады оған. Ойлашы. Сөйтіп жүріп ол бір орыс қызға ғашық болды. Орыс қызға ғашық болып қалады. Анау шынымен аққұба шығар ол. Ол әдемі, енді сипаттауына қарағанда ол әдемі. Бірақ күйеуі қайтыс болған екен да оның. Үйленгендеріне көп болмаған екен, бірақ ажырасқан екен. Ажырасқан ба, қайтыс болған ба, сонда күйеуі, бірақ алдын бір рет үйленген жаңа әйел, орыс қыз. Сөйтіп соған қатты ғашық болады да, сонымен сезімдер несінде жүреді ғой, арпалысында. Түк арпалысы жоқ ау, Қамеке? Арпалысы жоқ ау ешқандай? Сезімдер арпалысы, нелер тән арпалысы емес. Жоқ, айтып отырмын ғой. Сыздық енді жақсы көрмейді. Баласы туылса да қуанбаған сыздық. Мына жерде бір арпалысқа түсіп орыспен. Сол орыс жақсы көреді болды ғой. Сол орыс қызбен сезімдер арпалысында жүреді. Иә, өзінің сезімін айтып, сол анау ауылды ұмытады ол. Бәсе. Махаббатты ана қыздан тапты ғой. Махаббатпен. Тапты ғой орыс қыздан тапты. Неге? Қараңыз енді, мен бүйтіп ой жүгіртіп қарасам, сол кезде көп оқыған азаматтардың келіншектері басқа ұлттан болған. Неге десеңіз, олар жаңағы өздері оқып, санасы ашылып, өмір танып келгеннен кейін өздерінің сана биігіндегі, көрдіңіз ба? Сана биігіндегі аруды кездестіре алмады қазақ даласынан. Сөйтті да олар өзге ұлттан, жаңа өзге бірге оқыған, өзі көз көріп жүрген, сол өзінің биігінде, әркімнің өзінің биігі бар, өзінің биігінде кездескен аруды олар теңімдеп шешті. Ол көп атын атамасақ та жұрттың бәрі білетін ақын жазушылардың көбісінің әйелдері, Мұстафа Шоқай болсын, Ахмет Байтұрсын болсын, өзге ұлт өкілдері. Атын атамасақ та. Кімнің, иә? Мұхтар Әуезовтің. Төттен. Бұдан кейін осындай кім екеуі бір-біріне деген сезім білдіреді, екеуі ғашық болып, жақсы көріп, екеуі құшақтасып тұрған жерінен әңгіме бітеді. Бір шапалақ ше. Бітті сән. Өзің қойсын. Светсем деймін. Бұл жерде қараңыз, мен Мұхтар Шахановтың жаңа мен сізге бір шумағын айтып бердім. Соған тоқталсаңыз. Қорытындылағым келіп отыр. Мұхтар Шахановтың 7-ші түйсік деген өлеңімен. 7-ші түйсік деген. Қамеке, біз тоқтаңыз, сіздің мына қорытындыңыз мен нақты сенімдімін. Қоса алмайтынымызға ше біздің. Біз қазір өзімізше бір қосып көрейік деген. Бұл сендер не айтасыңдар десем, сендер мен де қазір мен ойым бұл жерде көз ашылу керек қой қазақ азаматтарының деген оймен жазылды негізі 23 жылдары. Біз надандықты, жаңағыдай жабайылықты деген тастау керек. Жаңа әлемге аяқ басуымыз керек. Мәселе одан емес қой. Мәселе сен егер ол адамды ұнатпасаң, қинамасай, айтсай ғой, болды.
менің ойымша, сыздықтың орнында болсам. Жаңа қанша рет кездесті оған дейін? Бір кездесті, Сүлеймен айтты, екі кездесті, досбалдар тұр сыртта, біреу әдемі деп отқан жоқ. Оған дейін үшінші рет кездесті, жеркеміп тұрды да бүйтіп келді қасына. адам Соны айтып тұрмын да, мен ешкімді қинаған дұрыс. негізі мынандай жағдайлар көп болады. Мынандай жағдайлар көп болады. Енді өз басымда болмады, Құдайға шүкір, сіздерде де болмаған шығар. Адам таңдай берсе, өзі көзі соңына қарай көрмей қалады негізі андай. Көрмей қалады болғанда былай қалай енді? Жоқ, Хамеке, мақұл, бір рет көрмей қалды көзі. Екінші рет көрді ғой көзі. Үшінші рет те көрді. Тиіспей-ақ кетіп қалды. Тиіспей-ақ кетіп қалса болады еді ғой. Жаңа мақұл, қала берсін, қалың мал бәрі бай ғой. Кетіп қалсай болды, әдемі болып, еркекше. Сөйтіп қалаға бар да, орыспен кездесті. Енді байламын жасап, уәде беріп қойды, соны бұзғысы келмеді ғой. Ой, бір осындайда жігіт болып қалады да, бұл да еркек болып. Енді жаңағысы еркектік па сонда, баласы мен қатын тастап, өзі қалада басқа әйелмен жүреді деген. Жоқ, шынымен, сыздықтікі мүлдем дұрыс емес менің ойымша. Мүлдем дұрыс емес. Енді бұл жерде тиіспеу керек еді. Иә. Бұл жерде мынандай болды ғой, біздер классик, бір жағынан сен ол да дұрыс емес. Бір жағынан енді кім Мұхтар Шахановтың бір керемет өлеңі бар. Қазір мен айтайын деп жатқан өлеңнен басқаша, дара талғам қасіреті деген өлеңі бар. Осы келетін сияқты. Мен келгенмен қазір жатқа білмеймін. Білетіңіз бір екі жерлерін айтады, анау Пушкин қаншама қызбен жүрді, басқа қаншама, солардың ішінен өз теңін таппаса егер дейді, адам өз теңін таппаса, ол жаңағы кімнің несі дейді, кемшілігі дейді. Оған кім? Пушкин кінәлі ма деген сияқты ше. Сөйтіп ақтап отырып жазған бір несі бар. Әдемі ұштастырады. Мен енді 7-ші түйсік деген өлеңді бұл жерге сабақтастырғым келіп отыр. Үйленіп отау көтердің дейді. Мінекей сен де бала қаз. Тірлікте бірақ жарқыным үйленбей кеткен адам аз дейді. Қараш, бәрі үйленеді ғой деп жатыр. Сен түгіл қасқырмен, маймылмен маймыл жұптасқан. Өз теңін тапқан соң ғана адымын олар нық басқан дейді. Ойыңмен ісің жаңғырық, кейде оған түйсік жетпейді. Әйелап бала тудыру ақылдыға жететпейді. Күнделік құмар сезімді өрілгені үшін отпенен шатастырып алды Құдай-ау бір туар махаббатпенен дейді. Көрдіңіз ба айтпағын? Махаббат деген мүлдем басқа. Махаббат деген биік тас. Тасың не? Ешкім оған шыға алмайды. Мен шақырудағы тақпақты. Махаббат деген заңғаршын. Кез келген өрлей алмаған. 10 мыңнан бәлкім 2 адам, ойлашы, 10 мыңнан бәлкім 2 адам үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған. Қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған дейді. Сол қанатсыздығына күйініп кетті ғой, кім сыздық ше, кімнің, Жәмиләнің. Тұрмыстың түрлі сынынан, қараш, тұрмыстың түрлі сынынан сүрінбей өтті десең де дейді. Қазір тұрмыстың түрлі сынынан сүрінбей өтті десек де дейді. Мысалы, қазір өмір сүре бересің, онша ақша бар, кредитің бар, жауа бересің, балаңды үйте бересің, бүйте бересің, өте береді дейді. Бәрін Мұхтар Шаханов жазған. Тұрмыстың, мен саған айтып отырмын да, тұрмыстың түрлі сынынан сүрінбей өтті десе де сүйгенің досың бола ма? Міне бұл басты мәселе. Ойбай. Не бермек тәннің одағы дейді. Жаңа ғана шымылдық десе. Не бермек тәннің одағы, жаныңа жаны қосылмау. Бұл нағыз бедеу қасірет, қосылмау деген ол ашылмау дейді. Гүл болып ашылмағанның сезімін кім бар жақтаған, рухы қосылмағанның көңілі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар сезімсіз, сәнсіз, жақұтсыз, сондықтан мына жалғанда екеудің бір бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сыртсаның құрайтындар көп, жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырдан қашу мүмкін бе? Жүрсең де қандай жолменен бір мәнді сұрақ алдыңда тұрады ылғи көлденең. Жұбайың досың болды ма, шарлатқан сезім шырайын. Оғама ол шарлатқан сезім шырайын. Нақ сондай ұлы бақытты берді ме саған Құдайым? Ойнай ма оның көзінде сезіммен рух жарқылы? Оғама ол сенің шаттық мұңды 7-ші түйсік арқылы? Оқпаса ісің секілді дауылда мұзға жаққан от. Рухани терең түйсіну жоқ кезде махаббат та жоқ дейді. Көрдіңіз ба? Бітті ма? Біздерде жаңағы
рухани терең түйсінуді армандады ғой Сыздық бойдақ күнінде. Хамеке енді ол жаңағы көп адамның басына бере бермейтін нәрсе деп ойлаймын, ол нәрсе. Ол жақта түйсік болу ше. Соны айтып отқан жоқ қой. 10 мыңнан бәлкім 2 адам үмітін зор. Бірақ Сыздық оны білді ғой, басынан бастап. Сыздық ойлаймын, ол нәпсісіне бой беріп қойды да. Болды. Алды да, мен сана деңгейінде жолға алмадым деп сылтауратты салды. Вот, мәш. Білімде дұрыс пайдаланбады. Нәпсісіне бой алдырып қойды да. Шықты да мен сана биігінде. Мен сана биігінде жолғам жоқ деді да, баласымен тастап кетті. Вот. Бұл жерде енді әр өз ойымен. көрермен өздерінше қорытып алар. Сөйтсін. Мен жаңа өлеңмен бірақ өлең өте Хамеке өте тамаша. Бұл түсінген адам. мықты өлең. Өте мықты өлең екен. Рахмет Хамекеңе, рахмет Мұхтар Шахановқа, рахмет Мұхтар Әуезовке, барлықтарыңа рахмет. Не дейміз, үліпіл? Комментарийға жазыңыздар, айтпақшы. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Менің ойымша мен Хамекеңмен келіспеймін бірақ. Мен Сыздықты жақтап отқан жоқпын. Жақтаған жоқ. Жақтап отырсыз Хамеке. Бір өлең оқып бердім Сыздыққа. Сыздық жақтап отырсыз. Съемкадан кейін ұйымдастырып. Рахмет қымбатты көрермендер. Кітапхан бағдарламасы жазылыңыздар, комментарий, қоңырауша барлық өз қолдарыңызда.